Ассалаумағалейкум, құрметті азаматтар. Мен қысқаша ғана семинардың әуелі мақсатымен таныстырып кетейін. Бұл мынау тұрған жаңа USAID-тің гранты, USAID-ті көп адамдар білетін шығар осы жерде. USAID Қазақстанда грантты Арго арқылы жүргізеді. Арго дегеніміз Қазақстандағы азаматтық қоғамды дамыту қауымдастығы. Осыдан 3-4 ай бұрын бұлар осындай бір конкурс жариялаған. Сол конкурсқа мен ол уақытта сайлаудың болатынын білмейміз. Жобаны беріп, ұтып алып, осы жылдың аяғында жасаймыз ба деп едік. Барлық облыстарда. Бірақ кенеттен жаңа сайлау болатын болды да, содан кейін барып, мен асығып, сол 10 күннің ішінде қазір осы 10 облыста өткізейін деп отырмын. Сондықтан мен не дейміз, мынау Американың салық төлеушілеріне әуелі рахметімді айтып алайын. Олар осы біздің демократиямызға көмек көрсетіп отқанда, мен ойлаймын, осы сіздер бақылаушылар қазақтың демократиясына, қазақтың сайлауының әділ болуына бір күндеріңді беретін шығар деп, бақылаушыларға. Ертең қайтыс болған уақыттарда о дүниеге барғанда сұрайды екен мүңкір-нәңкір. Халқың үшін, елің үшін не істедің деп. Сол уақыттарда мен бір күн бақылаушы болып едім десеңіздер, қыл көпірден өтіп кетеді екенсіздер. Шынымен. Сондықтан қысқаша ғана, бүгінгі біздің бақылаушылар туралы семинарымыз негізінен бақылаушылар блокнот арқылы өтеді. Мынау дайындалған блокнот. Орысша, қазақша бұл жерде. Бәрі шпаргалка сияқты бірінен соң бір келіп тұрады. Мына жерде. Қазір мен осы бақылаушының әрбір сауалнамасына байланысты кезең-кезеңмен нені бақылайтынын түсіндіріп өтем. Ішіне қосымша бір белгілі түсініктеме береміз. Содан кейін сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге кірісеміз. Өйткені көптеген сұрақтар болатынын мен жақсы біліп отырмын. Көп уақытты алмайық қояйық, сондықтан сіздер мынаның бәрінің ішіндегісін блокноттарыңыз бар болса қарап аласыздар. Бұл жерде дауыстарды саналу қалай заң бойынша. Бұл заңнан көшірмелерді біз бердік. Содан кейін барып сауалнама бойынша біздің бақылаушылар жұмыс істейді. Ең бірінші біз бақылаушылардың қалай тіркелетінін айтайық. Қазақстанның сайлау туралы заңы бойынша. Бақылаушылар тіркеу өте оңай бізде, және өте қарапайым. Кез келген үкіметтік емес ұйым, кез келген саяси партия, кез келген үміткерлердің сенімді өкілдері алдын ала сол ұйымдастырушы, штаб дейміз ба, ұйымдастырушы ұйым дейміз ба, солар алдын ала әркімге өздерінің учаскесін бөліп береді, сайлау учаскесін. Сіздер аймақтық сайлау комиссиясына барып рұқсат алып, тізім беріп жатпайсыздар. Сіздерге қысқаша ғана жолдама береді. Ол жолдама мен не дейді, ол нақты бір мәтіні жоқ, бірақ мен қысқаша айтып бердім. Мысалы, демократияны тарату орталығы мынандай округтың нөмірі мынандай учаскесіне Дос Көшім Қалмаханұлын бақылаушы ретінде жібереді. Қол қояды, мөр басылады. Болды. Ұмытпаңыздар, округ көрсетілу керек жолдамада, сосын участке көрсетілу керек. Сіздер таңертең барған уақыттарда арнайы журнал бар, бақылаушылар тіркейтін. Сіздердің анауыңыз қойды, міндетті түрде құжаттарыңызға қарайды. Демек, сіздердің куәліктеріңіздегі аты жөндеріңіз жолдамаменен бірдей болу керек. Егер ондай болмаса, сіздерді қабылдамай шығарып жіберуі мүмкін. Осыны ұмытпаңыздар. Сосын куәліктеріңізді көрсетесіздер, сіздерге орын береді. Түсінікті ғой тіркелу. Оп-оңай тіркелудің бәрі. Кез келген бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері өздеріңіздің куәліктеріңізбен жаңағы не дейміз, журналист деген, сонымен қоса редакцияның жолдамасыменен барып, дәл бақылаушының рөлін атқара аласыздар. Үміткерлердің сенімді өкілдері дәл осылай. Олардың үміткерлердің сенімді өкілдері дәл осындай бағытпенен бар, олар да бақылаушы болып тіркеле алады. Қысқасы, бақылаушылардың тіркелуі өте қарапайым, өте оңай. Не алып бару керек? Қысқаша. Біздер енді өзіміздің бақылаушыларды дайындағанда, мен 6 жыл бойы бақылаушылар жүйесін басқардым Қазақстанның. Біздер памперс алып баруларын керек деп бастаймыз, орындарынан қозғалмай отыру үшін. Бірақ ол міндетті емес. Бір, енді жаңа талғажау қылатын тамақ, первый, второйды алып бармаңыздар терімізбенен. Сосын барып, су, тағы бірдеме алып баруларыңызға болады. Бұрын біз айтатын тұғымыз, фотоаппарат алып барыңдар болса, сосын нет, фонарь алып барыңыздар, тағы басқа алып барыңыздар деп. Қазір бәрі сіздердің қалталарыңызда. Видеокамера да бар, бәрі бар. Өте жақсы. Біздің кезімізде, мен 2005 жылға дейін басқардым, бұл үлкен проблема тұғын. Видеокамера табу дегеніміз өте қиын. Қысқасы, қалам қағаз алып барыңыздар. Себебі белгілі бір заңдылық бұзылған уақыттарда сіздер бірінші ескертесіздер, егер ол заңдылықты
орнына келтіріп бірдеме жасамаса, онда сіздер акт жасайсыздар. Актының үлгісі мына жерде бар, орысшасы да, қазақшасы да. Ол үшеу ақ, сондықтан сіздер қалам қағаздарыңызды алып барыңыздар. Акт жасайтын уақыттарда қағаз кімде бар деп жүрмеңіздер. Түсінікті ғой, таңертең барған уақытта Қазақстанның заңы бойынша сайлау учаскесі сағат 6-да ашылады, сағат 7-де дауыс беру басталады. Көріңіздер ме? Екі түрлі. Шатасып қалмаңыздар. 6-да ашылу, адамдарды жіберіп дауыс беру 7-де. 6 мен 7-дің арасында қазір не істейтінімізді қысқаша айтып кетеміз. Шамаларыңыз келгенше, сіздерді үкіметтік емес ұйымдарыңыз, не жаңағы партияларыңыз сіздерді жаңағы айтады ғой, нөмірі 1-5 учаске осындай округке барасыздар деп. Біздер міндетті түрде 1-2 күн бұрын барып, оның қай жерде орналасқанын біліп алған дұрыс. Себебі таңертең шығып, анау мектептің қуысынан, мынау мектептің қуысынан, анау мектепте бір учаске, мынау мектепте адасып жүретіндеріміз көп. Телефон соғып, ойбай қай жерде деп, сондықтан бір рет барып көріп алыңыздар, қай жерде сіздер жұмыс істейсіздер бір күн бойы. Демек 6-ға 10-15 минут қалған уақыттарда барыңыздар. Сағат 6-да ашады. Осыдан бастап біз қазір сауалнамамен жүреміз. Ашыңыздар, бірінші сауалнама деген. Бірінші сауалнаманы ашамыз, қараңыздар. Міне бірінші сауалнама сайлау учаскесінің ашылуы дейді. Оның алдында жоғары жақта сіздер толтырып алыңыздар. Облыстық кеңсенің телефоны, егер штабтарыңыз болса, қалалық кеңсе, бақ өкілдерінің телефоны, аймақтық сайлау комиссиясы, прокуратураның телефоны, не болмаса соттың телефондарын алдын ала жазып алыңыздар. Ол сайлау учаскесі ішінде тұрады. Бірақ кейбіреуінде болмауы мүмкін. Енді бірінші сауалнама. Бірінші сұрақ. Учаске сағат 6-да ашылды ма? Егер жоқ болса, нешеде ашылады? Учаске сағат 6-да ашылуы керек, бірақ қатып қалған ешнәрсе заң жоқ. Кей уақыттарда кейбір бір форс-мажорлық жағдайларға байланысты сәл-пәл кешігіп ашылуына болады. Ол үлкен бір, не дейміз, заң бұзушылық деп онша қарамаңыздар. Кез келген нәрсені тырнақ астынан кіргізбей бермеңіздер. Енді дауыс беру бөлмесінде үгіт материалдары бар ма? Дауыс беру бөлмесінде нелер болады? Қысқаша ғана айтып кетейін, 3 нәрсе болады дауыс беру бөлмесінде. Бірінші, біздегі 7 үміткер ме? 7 үміткер туралы ақпарат болады. Бірдей болу керек. Түсінікті ме? Егер соның ішінде Сәдібек түгелдікі үлкендеу болса, басқалары кішіреу болса, ол сайлау заңының бұзылғаны. Шрифттары бірдей болу керек. Түсінікті ме? Қысқасы бәріне бірдей мөлшердегі көлемі бәрі болатындай ақпарат болады. Не үшін ол ақпарат? Кейбіреулер сайлауға келген уақыттарда біздің енді сайлау заңымыз барлық азаматтарға мүмкіншілік береді. Америкада бәрі бірдей сайлауға қатыспайды. Мысалы, Америкада сайлаушы болу үшін сен тіркелесің, бюрократиясы күшті, өйткені американдықтар айтады. Көзі ашық, саясатты білетін, таңдау жасай алатын адамдар ғана дауыс берсін. Қара жұрт келіп, кімге беретін білмейтін адамдар дауыс бермеу керек дейді. Мысалы, бізде бәрі бірдей. Сонда кейбіреулер келеді, білмейді кімге дауыс беретін. Келеді де жаңа ақпаратты қарайды, өзіне ұнайтын, біреудің түрін айтын шығар, біреудің қай жерден болғанын ұнайтын шығар, біреудің тағы бірдемесін айтын шығар, сөйтіп та таңдай береді. Сондықтан ақпарат тұру керек. Екінші не тұрады? Екінші, дауыс берудің ережесі тұрады. Қандай жолы бар? Не керек? Бюллетенге қалай қол қойылу керек? Қалай белгі салу керек дегеннің мәселесі тұрады. Міндетті түрде. Үшінші тұратын ақпарат, бұл сол сайлау комиссиясының төрағасынан бастап тізімдері, содан кейін жоғары тұрған округтік сайлау комиссиясының телефоны, соттың телефоны, осылардың бәрі тұру керек. Мен осыдан басқа ақпарат болмайды. Егер одан басқа ақпарат, мысалы, кезінде Назарбаев түскен уақыттарда сайлауға президенттік, көптеген осындай дауыс беретін үлкен залдарда президентіміздің портреті ілулі тұрды. Мынау болмайды ғой десек айтады, енді президенттік барлық жерде тұру керек қой дейді, енді ілулі. Я, дұрыс, тұру керек, бірақ сайлау кезінде, дауыс беру кезінде, егер президент түсіп жатса, түссе де түспесе де портрет алынып тасталады. Түсінікті ме? Сондықтан ондай нәрсеге көңіл аударыңыздар. Келесі, жасырын дауыс беру кабинасында үгіт материалдары бар ма? Өте қызық нәрсе. Таңертең барған уақытта, 6-тан кейін, сіздер сайлау комиссиясының төрағасының рұқсатымен, тағы да қайталап айтамын. Барып, кіріп, әр жерде тіміскеленіп жүрмеңіздер. Сайлау комиссиясының төрағасымен ғана сіздер сөйлесесіздер. Сондықтан алғашқы барған уақытта сайлау комиссиясының төрағасының аты жөнін біліп алыңыздар. Бірдеме айтайын десеңіздер, ескерту берейін десеңдер, мына жерде отырып алып, ей, кім еді? Сіз бері қараңызшы деп жатпаңыз. Егер ол орыс болса, Иван Иванович, мен сізге бір айтатын бір ескертпем бар еді, айтса, мынаған көңіл аударыңызшы деп.
Қазақ болса мәке, сәке, әйтпесе жаңағы Нұрсұлтан аға, Бәлеш аға деп кәдімгідей өздеріңіз біліп алыңыздар. Сондықтан ат жөнін біліп алғандарыңыз дұрыс. Анау кабинада сіздер енді көбіңіз сайлауға қатыстыңыздар ғой, иә? Кәдімгі матамен жабылып қоятын құпия дауыс беру кабинасы бар. Соның ішін таңертең бір қарап шығыңыздар, сайлау комиссиясының рұқсатымен. Неге дейсіздер ғой? Мысалы, бізде Алматыда бір рет сондай кабинаның ішіне кіріп, біздің адамдар қараса, барлық жерде ручка тұрады, байлаулы. Түсінікті ғой, жіппен байлап қойған. Сөйтсек, ручканың бәрінде логотип бар екен, отан деген. Отан түсіп жатыр сайлауға. Бұл үгіт насихат жүргізудің бір қулық түрі. Біз бүкіл Алматының 600 учаскесінің бәрінің ручкасын ауыстырдық. Өйткені анандай жасауға болмайды. Сондықтан қарап шығыңыздар. Және дауыс беру болып жатқан уақытта ара тұра 1-4 сағат, 2-3 сағаттың ішінде сайлау комиссиясының рұқсатыменен ішіне екеуіңіз бірге кіріп қараңыздар. Өте қызық нәрсе. Біздің халық өте ақылды ғой. Дауыс беруге келген адамдар жаңа кабинаға кіріп, бюллетенге белгі қояды да бірдеме тастап кетеді. Ашсаңыз кабинаның ішінде газет жатады. Әміржан Қосановтың суреті бар. Кішкентай календар тұрады. Түгелдің суретіменен. Қысқасы, үгіт материалдарын адамдар тастап кетеді. Екінші келген адам ананы қарайды да, көзқарасы өзгеруі мүмкін, ананы көріп, бұл үгіттің жүргізілуінің бір түрі, түсінікті ме? Сондықтан анда-санда қоқыс дейміз ғой енді. Қоқысты алдырып тастаңыздар. Тағы да қайталап айтамын, міндетті түрде сайлау комиссиясының төрағасының рұқсатымен. Енді оған біз кейінірек айтайық, кейінірек келейік. Келесі, мен енді мына жердің бәрінде айтып кеттім әрі қарап. Сайлау комиссиясы үйде дауыс беру жөнінде қаншама жазбыш өтініштерді қабылдады. Таңертең сағат 6-та келгеннен кейін сіздердің көбіңіз білесіздер, жәшіктерді сіздерге көрсетеді, сіздердің көздеріңізше бұломбылайды. Әрбір сайлау комиссиясының учаскелік мөрлері бар. Мөр басады, кей жерлерде қағазбенен жапсырып та мөр басады, кейбір жерде жаңағы сургуш сияқтымен де басады, оған да көңіл аудармаңдар. Әңгіме тек қана ананың аузы жабылу керек. Бір үлкен стационарлық урна болады, сосын кейде 2, кейде 1 тасымалдау жәшігі болады, кішкентай ғана. Құдайға шүкір, қазір Қазақстанда олардың бәрі мөлдір, прозрачный, көрініп тұрады. Бұрын бізге соның ішін ашып көрсететін тұғын енді сайлау комиссиясы бақылаушыларға. Сіздер соның бәрін әуелі қарап аласыздар. Содан бастап олар хаттама жазады. Сайлаудың ашылуына қанша адам осы учаскеде бар, осылардың бәрі сол уақыттарда сіздерге жарияланады. Мысалы айтады, осы учаскеде 2000 адам дауыс береді дейді. Сосын өздері келіп жүре алмайтын, немесе қарт, немесе бір жерлері ауыратын адамдар оның алдында өтініш береді. Сайлау комиссиясына өтініш береді. Олар сіздерге соны көрсету керек. Міне, 10 өтініш түсті. Сіздер жазып қойыңыздар, 10 өтініш. Айтып кетейік, дауыс беру болып жатқанда сағат 12-ге дейін тағы да өтініш түсуіне болады. Мысалы, біреу сол уақытта ауырып қалды да, көршісіне айтады да, менің өтінішімді апарып берші дейді. 12-ге дейін қабылданады. Әлі де осы өтініштер, оны да кейіннен сіздерге айтады, барарда, үйге барарда. Қысқасы, жаңа хаттаманың ішінде осылардың бәрін жазады, сіздер осының бәрін қарап отырасыздар. Өтінішті көрсетеді, тіптен болса айтыңыздар, санаңыз десе санап берейін. Көп өтініш бола қоймайтын шығар, 7-8 өтініш болады, 10 шақты өтініш болады. Әрі қарап кеттік. Сайлау процесіне қатысы жоқ тұлғалар учаскеде болды ма? Таңертең әсіресе ашылу кезінде ауданның әкімі жүреді. Әйтпесе Нұрлан Ноғайып кіріп шығуы мүмкін. Қалай жігіттер, жаман емес пе, бүгін мереке ғой деп бір жақсы сөз айтып, жылы сөз. Ешкімнің кіруіне, сайлауға дауыс беретін үйдің ішінде жүруіне болмайды, тек сайлау процесіне қатысатындар. Олар кімдер? Комиссия мүшелері, бақылаушылар. Милиция да ішінде отырмайды, милиция сыртта отырады, естеріңізде болсын. Қысқасы, одан басқа біреу де кірмесін. Қасым-Жомарт Тоқаев кіріп келе жатса айтыңдар, сіз кіре алмайсыз деңдер. Ешкім кіруіне болмайды. Әрі қарап кеттік. Бақылаушыға дауыс беру барысының барлық сәттерін көріп отыратын орындар берілді ме? Осы жерде сіздер ең бірінші сайлау комиссиясыменен сәл-пәл айқай-ұйқайға келіп қаласыздар. Неге дейсіздер ғой? Сайлау комиссиясының төрағасы сіздерге орын береді. Мысалы, мынау дауыс беретін бөлме дейік, сіздерге айтады, ана жерге отырыңыздар дейді, столдарды қояды. Кеш келген адамға стол тимей қалуы да мүмкін, сондықтан ертерек келесіздер, отырасыздар, сосын қарайсыздар. 3 мәселені қарауға тырысыңыздар. Сіздердің көз алдарыңызда болу керек. Бірінші, бұл келіп өзінің куәлігін көрсетіп, бюллетен алынып жатыр ма, бюллетенге қол қойып жатыр ма, соны бақылап отырыңыздар шамаларыңыз келгенше. Ол көрінетін жерде болу керек. Екінші, жаңағы адамдар дауыс беру құпиясын сақтай ма? Бұл кабинаға кіріп шығып қол қоймауына. Жоқ әлде терезенің қасында тұрып алып,
белгі қойып жатыр. Әйтпесе орындарында тұрып белгі қояды біреу асығып бара жатқандар. Ол болмайды. Себебі заң бойынша құпияны сақталу керек. Міндетті түрде кабинаның ішіне кіріп белгі қояды. Сіздер соны қарап отырсыздар. Егер адамдар көп топырлап кетсе, кабинаның ішіндегі адамдар әлі шықпай жатса, ол уақытта адамдар асыққан адамдар шындығында да тізесіне қойып бастай ма, сіздер кешіріңіздер, адамды аздап жіберіңіздер. Себебі мына жердегі дауыс беру құпиясы бұзылып жатыр деп ескерту жасаңыздар. Бірден шап беріп акт жасамаңыздар. Ана жаққа барған уақытта естеріңізде болсын, сіздердің міндеттеріңізді, сайлау комиссиясының да міндеті біреу-ақ, Қазақстанның сайлау туралы заңының бұзылмауын бақылап отыру, соны жүзеге асыру. Сіздер доссыздар. Бірақ өмір көрсеткендей, сайлау комиссиясы сіздерге ала көзімен қарап отырады, мұнылар бізді ұстауға келген адам ба деп, қабақтарын түйіңкіреп. Сіздер де оларды онша жақтырмай отырасыздар, мына бюллетенді тастап жіберме деп. Одан аулақ болыңыздар. Әсіресе таңертең келген уақытта бір жақсы атмосфера жасаңыздар. Кірген уақытта құттықтаңыздар. Еңбектеріне жаңағы не дейміз, сәттілік тілеңіздер. Бәріміз бірге жасап жатырмыз. Енді мынау президентіміз сайлап жатырмыз, жұмысымыз жемісті болсын. Бірімізбен біріміз жақсы көзқараспен отырайық деп бір-екі анекдот айтып жіберіңдер, сөйтіп бір жақсы атмосфера екен. Қыржиып кірмеңіздер. Ол уақытта кешке дейін қыржиясыздар. Аяқ жағы айқай болады. Сіздерде батыс жақта төбелес болуы да мүмкін. Оңтүстік жақта көп болса жаңағы шешеңменен тоқтайды, мына жақта жағадан алуы мүмкін. Сондықтан бір жақсы бір араларыңызда бір достық қарым-қатынас демей қояйық, бірақ жылы қарым-қатынас болатын болсын. Әрі қарап кеттік. Жаңағыдай орын берілмесе, сіздер айтыңыздар сайлау комиссиясының төрағасына, отырыңызшы, жаңағы 3 процесс көріне ма? Сіздер отырған уақытта жаңағы отыратын. Мүмкін мүлдем жаңағы кабиналар көрінбейтін шығар, жасырын дауыс беретін. Әйтпесе бюллетен алып жатқан жер мүлдем көрінбейтін шығар. Ол уақытта сіздер орын сұрайсыздар. Бізді жақындатыңыздар, немесе біз ана жерге орын беріңіздер. Бұл сіздердің міндеттеріңіз. Өйткені сайлау жаңағы заңында жазылған бақылаушыларға барлық жаңағы этапын көріп отыратындай орын берілуі керек деген. Әйтпесе жаңағы қай жерге отыр десе, сол жерге отыра салмаңыздар. Келесі мәселе. Бақылаушыларды учаскеге кіргізбей қою жағдайы орын алды ма? Кей уақыт осындай жағдай орын алады, сіздер оны белгілеп қойыңыздар өздеріңіздің жаңағы есептеріңізге. Ол қандай жағдайда? Кейбір бақылаушылар келген уақыттардағы жаңағы жолдамасындағы аты жөндеріменен несінде деймін, жаңағы куәлігіндегімен екеуі сәйкес келмейді. Мен мысалы дос көшім деп жазып жіберуім мүмкін, менің бірақ шын атым Досмахамбет. Маған айтады, кешіріңіз, сіздікі келмейді дейді. Болды, шығарып жүреді. Егер біреулер шығарып, ол тырысып жатса, бірдеме қылса, негізден енді біз мына блокнот дайындаған уақытта біз енді оппозицияларменен көп айқайлап болып қалады да, оппозицияның адамдарын шығарып жүруге тырысады да. Сондықтан осындай мәселені біз қараймыз көп жағдайда. Сосын шығып бара адамның артынан жүгіріп барып біз айтамыз, кешіріңіз, сіз қай жақтың несін аты жөніңіз кім еді деп жазып аламыз. Ертең есепке айтамыз, міне мынандай жағдайлар болды деп. Енді қазір көп ондай жағдай бола қоймайтын шығар. Келесі. Бақылаушылардың сайлау учаскесінде ішінде сайлау процесіне бөгет жасамай аралап жүруіне шектеулер болды ма? Бұл да бір үлкен айқай. Отырғызып қояды да кейде алдынан бормен сызып қоятынды көрдік. Мынадан аспаңдар. Қызыл лента қоятынды көрдік. Енді тебір мынандайды көрген жоқпыз. Не дейді, аграда дейміз ба, сондай бір нәрсені көрген жоқпыз. Ол масқара. Әсіресе шетелдің бақылаушылары, халықаралық бақылаушылары ананы көріп суретке түсіріп бізді мазақтайды. Сендер зоопаркта отырсыңдар ма деп. Бақылаушының орнынан тұруына, жүруіне, бірақ сайлау процесіне бөгет жасамай. Дәретханаға барып келуіне, темекі шегуіне толық болады. Біреулеріңіз бақылаушы болып отырып, барып өзіңіздің учаскеге барып дауыс беріп келіңіздер. Сондықтан бақылаушылар, бірақ бөгет жасамаңыздар. Адамдар жаңағы келіп бюллетен алып жатқанның арасында қыстырылып жүрмеңіздер, соқтығысып. Айқайлап сөйлемеңіздер. Ондай белгілі жаңағы мәдениеттілік болу керек. Содан кейін адамдар кіргеннен бастап міндетті түрде төбесінен санап отырыңыздар. Енді толық аяғына дейін санаймай шығарсыз, бірақ шамасын білесіздер. Келген адамдардың төбесінен қастарыңызға бір нүкте қойып отырыңыздар. Негізінен біздер былай үйретеміз де, конверт дейді. Білесіздер ме? Бір адам кіреді, бір нүкте, екінші адам кіреді, екінші нүкте, үшінші адам кіреді, үшінші, төртінші адам, төртінші, бесінші адам қосасың, 6, 7, 8, кірес, 9, 10. Сонда бір мынау квадратыңыз 10 адам дегеніңіз ғой. Сөйтіп санай береді да негізден. Автоматты түрде санай бересіздер. Кірген адамдардың бәрін қарап, оны санап отыру міндетті. Әрі қарап кеттік. Учаскені ашу рәсімі кезінде сайлау комиссиясының неше мүшесі қатысты. Бұған көңіл аударыңыздар. Әсіресе ауылдық жерде таңертең хатшымен төраға келеді сағат 6-та. Басқалар кейін келеді, сиыр сауып жатыр, тағы басқа мынау дейді ғой. Біздің заңымыз бойынша 3-тен 2-сі болмаса,
7 адамның 5-еуі болмаса сайлауды дауыс беруді ашуға болмайды. Төраға міндетті түрде болу керек. Ол жаңағы неге хаттамаға кіреді сайлаудың ашылуы. Сондықтан 2 адам, 3 адам келіп, сағат 6 болды, 6:30 болды, ал ақшамыз дегенге айтасыздар, кешіріңіздер, заңды бұзып отырсыздар, ашпаңыздар деп. Сосын сайлау учаскесінің ашылу туралы хаттама құрастырылып, хаттамаға сол уақытта қол қойылады. Сайлау учаскесі ашылды, қол қойылды, гимн ойнайды, бәрің орындарынан тұрасыңдар, қолдарын жүректеріңе қоясыңдар. Қысқасы салтанатты түрде. Сайлау дегеніміз демократияның мерекесі дейді ғой. Сондықтан осы таңертең қарайтындарыңыз тек қана осақ. Таңертең ашылуын қарап. Әрине мен жаңа айттым, жәшіктерді көрсетеді, тағы басқаның бәрі болады. Басқа еш нәрсенің қарайтын нәрсесі жоқ. Енді сағат 7-те адамдар жібере бастайды. Сол уақытта не істеулеріңіз керек? Сайлаушылар тізіміндегі сәйкестік салдарынан сайлаушылардың дауыс беруге рұқсат етілмеген жағдайлары болды ма? Бұл қандай жағдайлар? Адамдар сол учаскеде тұрады, территориясында, бірақ келет тізімде жоқ сайлаушылардың тізімінде. Біздің адамдар өзін алдын ала барып тексермейді, тексеруге рұқсат берілсе де. Сосын келетті айқай шығарады, ей, мен осы үйде тұрамын ғой, ана бәленше дауыс беріп жатыр, менің көршім, мен неге дауыс бермеймін дейді. Бұл жерде сайлау комиссиясының кінәсі жоқ. Біздің заңымыз бойынша сайлаушылардың тізімін жасайтын әкімшілік. Егер ондай жағдай болып, жаңағы адамды бюллетень бермей қайтарып жатса, олар түсіндіру керек. Сіз барып әкімшілікке барыңыз да, жаңағы адресіне бюро дейміз ба, содан анықтама алып келіңіз, сіз осы жерде тұрады деп. Сол уақыттарда оны жібереді, қосымша тізімге қосады ол уақыттарда. Бірақ адамдардың көбісі қолын бір сілтейді, кетіп қалады. Алматыда бүкіл бір квартал жоғалып кетті. 3000 адам. Бұл ең ауыр қылмыс болып саналады. Бұл адам құқығының бұзылуы. Ой, онда тұрған не бар дейді кейбіреулер. Дауыс береме, бермеме жоқ, бұл нағыз адам құқығының бұзылуы. Сондықтан осындай мәселені қараңыздар. Егер бермей жатса, біреу келеді, мен өз көзіммен көрдім, біреулер келіп, куәлік емес, правасын көрсетіп бюллетень алып жатқандарды көрдік. Студенттік билетіменен алып жатқанды көрдік. Керек десеңіздер, кітапхананың билетіменен алып жатқанды көрдік. Сайлау комиссиясы адамдардың көбірек келуін жақсы көреді енді. Бізде көп адамдар өтті деп мен соған таң қалам. Шетелде еш уақыттарда ондай нәрсеге көңіл бөлмейді. Адам келе ме, келмей ме, өздері бізге бір сайлауға Атырау облысынан 70% адам қатысты деген бір үлкен нәрсе сияқты да. Оған көңіл бөлудің мен өзімше қажет жоқ. Бірақ сондай уақыттарда оған бюллетень бермей жібереді. Бар куәлігіңді алып кел, не паспортыңды, не әскери билетіңді алып кел деп оны жіберу керек, қайтарып. Сіздер соны бәрін дізіп отырасыздар. Келесі, сайлаушылар тізіміне қосымшалар мен өзгерістер енгізілді ме? Жаңағы айтқанымыз. Келесі, дауыс беру құпиясы қамтамасыз етілді ме? Мен оны жаңа айтып кеттім. Дауыс беру құпиясының қамтамасыз етілуі дегеніміз әрбір адамның жасырын дауыс беру кабинасына кіріп белгі салуы. Оған кірмей белгі салып отырса, адамның көп жіберіп қойған, ондай уақыттарда адамдарды айту керек, аздап жіберіңіздер деп. Келесі, сайлау комиссиясы мүшелері бюллетендерге алдын ала қол қойылды ма? Мен енді сіздерге қысқаша қалай бюллетень алудың жаңағы несін, ережесін көрсетейін. Адам келеді, мына жақта кем дегенде бір 4 адам отырады. Себебі комиссияның төрағасы мен хатшы бюллетень таратпайды. Мысалы, егер 7 адам дейтін болса, комиссияда 4 адам ба отырады, не 5 адам, олардың әрқайсысының алдында алфавитпенен білесіздер ғой. А мен К-ның арасы, бірдемен бірдеменің арасы. Адам сол жаққа барады да өзінің куәлігін көрсетеді. Ол куәлікті алғаннан кейін әуелі олар журналды қарайды, сайлаушылар тізімін. Сөйтіп қарайды да сіздің фамилияңыз тауып алғаннан кейін сізге бюллетень береді, бюллетеньге қол қойылады. Осыны көздеріңізде алдарыңыздан жүрмеңдер. Бюллетеньге қол қоймаса, ол бюллетень кейін жарамсыз болады. Бізде Алматыда МВД-ның академиясында біздің бақылаушылар соны көріп қойып, 2 рет, 3 рет айтыпты комиссияға. Ойбай, бюллетеньге қол қоймай беріп жатсыздар ғой деп. Сөйтсе олар үндемеңдер, біз өзіміз білеміз деген ғой. Мен шақырды, мен барып айттым, маған да көнген жоқ. Бір 300-400 адамға бюллетеньге қол қоймаған, енді дұрыс дайындалмаған ғой. Сосын кейіннен бізді қырсығып алды да, сол учаскеден, академиядан неге округтік сайлау комиссиясына апарып өткізген уақытта біздің бақылау сол жерге барды да мынаны қайталап ашыңдар, бюллетендерге қол қойылмаған деп 300-дей бюллетеннің бәрін жарамсыз тастадық. Сондықтан бюллетеньге қол қойып сізге бюллетень береді. Сөйтіп бюллетень бердім деп сіздің қасыңызға қол қояды, сіз бюллетень алдым деп қол қоясыз. Міне, қысқаша. Келдіңіз, көрсеттіңіз, бюллетеньге қол қойып береді, ол қол қояды журналға, сіз қол қоясыз журналға. Осы процесті қарап отырыңыздар. Келесі. Демек, алдын ала бюллетеньге қол қоюға болмайды, бұл жердегі біздің айтайын деп жатқанымыз. Кейбіреулер
жаңағы жұмысты тезірек істеу үшін қасындағы бюллетеннің бәріне қол қойып қояды да, сөйтіп. Ал ол кейіннен адамдардың бәрі келмей қалса, қол қойған бюллетендердің бәрі тағы да айқай шығады кейіннен. Келесі. Жасырын дауыс беру кабинасында үгіт материалы бар ма? Мен оны сіздерге айттым. Ауық-ауық кіріп қарап шығыңыздар, үгіт материалдары бар ма, жоқ па? Келесі. Учаскелік сайлау комиссиясының азаматтар мен бақылаушылардың ескертулері мен шағымдарын ескерді ме? Қандай ескерту жасауларыңызға болады? Мен жаңа айттым, тырнақ астынан кіріздеп кез келген мәселені шап беріп айқай шығармай-ақ қойыңыздар. Әуелі жағының учаскелік сайлау комиссиясының төрағасына шақырып айтыңыз. Мынандай жағдайлар болып жатыр. Егер оны дер кезінде оны тоқтатпаса, бірдеме қылмаса, амал жоқ, сіздер акт жасайсыздар. Мынаның ішінде актының үлгісі берілген. Акт жасаған уақытта 2 бақылаушы қол қою керек. Көрдік деп. Демек, барысыменен қастарыңызда бір 7-8 адам отырады, о бақылаушылар. Достасып алыңыздар. Сіздер бір несіздер? Бір рудансыздар. Қысқасы. Өйткені сіздердің міндеттеріңіз бір ғой. Кейіннен олардың жағы бір нәрсені бәрін бірге көріп, біреу акт жасайтын болса, сіз оларға қоясыздар. Тек көргендеріңізге істеріңізде болсын. Түсінікті ғой, сонда 2 адам қол қойып акт жасайсыздар, актыны 2 дана жасайсыздар. Бір дананы сайлау учаскесінің төрағасына тапсырасыз. Міне мен сізге акт жасадым. Ол қол қояды алдым деп, не қол қоймаса, астына тағы да жазасыздар. Қол қоюдан бас тартты дейсіздер, жаңа 2 адам тағы да қол қояды. Бұның бәрі ана жерде көрсетілген. Екінші данасын сіздер өздеріңіздің штабтарыңызға бересіздер, олар не сотқа жібереді, не округтік сайлау комиссиясына жібереді. Ал сіздердің берген актілеріңізді кейін барлық бюллетендермен бірге жоғары тұрған жаңа округтік сайлау комиссиясына тапсырады, учаскелік сайлау комиссиясы. Міне біздің жаңа учаскеде 8 акт жасалды. Лақтырып тастауға правасы жоқ, апарып береді. Қысқасы, осындай мүмкіншіліктеріңіз бар. Келесі. Дауыс беру барысында сайлау учаскесінде үгіт насихат жүргізілді ме? Ойлайсыздар ғой, жүргізілмейді деп, жүргізіледі. Ауылдарда сыртында жүргізіледі. Бір ақсақал тұрады, бүкіл халық сыйлайтын, жаңағы дауыс беретін үйдің сыртында. Келе жатқан адамдардың бәрі сәлем береді, ол ақсақалды таниды. Ол ақсақал сәлемін алып, ой, кімге берейін деп жатсың? Бәленшеге, қой, бәленшеге емес, түгеншеге бер біздің өзіміздің руға. Деп ана жерде тұрады. Енді оны еш нәрсе істей алмайсыздар. Жеке адамдардың өзі. Бірақ сайлау учаскесінің ішінде ондай нәрсені болса, бұл үлкен, не дейміз, заңсыздық болып табылады. Мен мынандай нәрсені көрдім. Бір жігіт мәжіліске түсейін деп жатқан. Өзі келіп дауыс берді. Сөйтті, орнынан тұрды да, дауысын берді да, басын көтерді да. Мен бәленше деген үміткермін, маған дауыс беріңдер деп айқайлады. Бірдене жаңағыны ұстап ескерту берілді да жаңағы. Сосын тағы мынандай қызықтарды көрдік. Сайлау комиссиясының адамдарының өзі бюллетенді беріп жатып сыбырлайды. Қосанып. Түгелге. Ондай болса міндетті түрде ескертіңіздер. Ондайдың талайын көрдік. Сонда бұның бәрі сайлау дауыс беру бөлмесінің ішіндегі үгіт насихатқа жатады. Оған тыйым салу керек. Келесі. Үйден дауыс беру кезінде бақылаушылар комиссия мүшелерімен бірге жүрді ме? Мен тәуелсіз бақылаушылардың республикалық жүйесін басқардым 99 мен 2005 арасында. Біз 15 бапты өзгерттік сайлау заңындағы. Бәрі де бақылаушылардың міндеті дұрыстадық, шынын айту керек. Айқайласып отырып, 1 жыл бойы мен сол комиссияда істедім. Соның ішіндегі бір кіргізгеніміз. Бұрын үйден дауыс беретін уақыттарда 2 сайлау комиссиясының мүшесі тасымалдау жәшігін алып, бізге көрсетіп, машинаға отырып, мынандай адреске біз бара жатырмыз деп кететін тұғын. Артынан біз жүреміз машинамен. Қазір олай емес. Қазір сол машинаның ішіне бақылаушы отыру міндетті. Анау жәшік, тасымалдау жәшік қай машинада, сол машинада бақылаушы отырады. Ол бақылаушы барып, үйден дауыс беру кезінде құпиялық сақталды ма? Жаңағы ережелердің бәрі сақталды ма, соны көреді. Әйтпесе үйден дауыс беретін шалға барады да, жаңағы комиссия өзі керекті кандидатқа қойдырып алады. Сондықтан бақылаушы міндетті түрде болу керек. Енді ол көп адам емес, кейде бір 10-15 адам болуы мүмкін. Әрге сен 20-ға жетпейді көбінесе. Бірақ міндетті түрде сол машинада болатындарын ұмытпаңыздар. Үйден дауыс беру кезінде бақылаушылар тасымалданатынына оны айттық. Отбасымен дауыс беру жағдайы болды ма? Бұрын көп болатын 91 жылдары. Отбасымен дауыс беру деген не?
бір үйде мысалы атасы, әжесі, күйеуі, әйелі, бәрінікін күйеуі алып келеді, құжаттарын алып келеді, сөйтеді де бюллетень алады да, соны топтап алып тастайды. 91 жылы теркомның бастығын ұстадық. Қалалық сайлау комиссиясының төрағасы әйеліменен өзінікін тастайын деп жатырған жерінен. Ойбай аға, бұныңыз несі, енді мен отағасымын ғой, мен білем ғой кімге дауыс беретінімізді. Әйелім маған қарсы шығады дейсің бе дейді да. Онда біз әлі сайлауды біле қоймаған кезіміз ғой. Қазір менің ойымша ондай шығар. Бірақ қараңыздар, егер 2-3 куәлікті көрсетіп жатса, көріп қаласыздар ғой енді. 2-3 куәлікті көрсетіп жатса, тоқтатыңыздар. Кейде бара жатқан уақыттарда бюллетень тастауға мүмкін екеуін алып бара жатқан шығар. Қазір көзге жақсы түседі да, егер 2 бюллетень болса, кабинадан шыққаннан кейін. Кей уақыттарда сайлауда президенттік сайлау мен парламенттік сайлау бірге болады. Ол уақыттарда 2 қағаз арасына 3-ші қағазды кіргізіп жіберуі мүмкін. Қазір бірақ бюллетень, сондықтан ол көрінеді жаңағы 3-4 бюллетеньді алып бара жатқан адам топтап тастайтын болсам. Келесі. Бақылаушыларды учаскеден шығарып жіберу жағдайы орын алды ма? Біздің заңымыз бойынша учаскелік сайлау комиссиясының төрағасының құқы бар сіздерді шығарып жіберуге, егер сіздер сайлау процесіне кедергі жасасаңыздар. Кейде тыныш отырмайды, кейде айқайлайды біреулер, кейде біреудің қолына жармасады. Тағы да қайталап айтамын, ешқандай іс-әрекет жасамайсыздар. Сіздердің міндеттеріңізді бақылау, айту сайлау комиссиясына. Баяғы кезде алғаш рет біз бақылаушылар қойғанда менің өзім қарасам бір кемпір 5 бюллетеньді алып бара жатыр, тастайын деп. Жүгіріп бардым да алдына балап осылай тұрып алдым. Ол болмайды екен. Мен тек айтуым керек. Тастайын деп жатқан адамның қолынан ұстаған бақылаушылар болды. Ол да болмайды. Қысқасы осындайды бұзсаңыздар, сіздерді акт жасап шығарып жібереді. Бірақ актысында көрсетілу керек сіздердің нені бұзғандарыңыз. Мысалы, бізде мынандай жағдай болды. Бір жақсы біздің студент қызымызды шығарып жіберіп, ол телефон соқты маған. Сосын мен бардым. Неге шығарып жібердіңіз деп жаңа актысын алып қарасам, қызық енді актысында былай деп жазыпты. Мынау қыз маған мазақтап ыржиып күліп отырды. Анау қыз шынымен не, бүйтіп енді біреуді мысқылдап отыратын адам болады ғой, және өзі өте жақсы бақылаушы. Мен бәрібір сені ұстаймын деп отқан ғой бүйтіп. Анау бейшараның жаңағы шыдамайтын адам екен, мектептің директоры. Жүрегім ауырып кетті дейді жаңағының ызаланып күлгеніне. Шыдамай шығарып жіберді. Мен айттым, ол ешнәрсені бұзған жоқ қой. Оның мүмкін мына жерінде тик бар шығар, мүмкін оның аузы қисық шығар. Не шаруаларың бар? Ол ешнәрсе бұзған жоқ. Сондықтан міндетті түрде нақты бір заңның бұзылуына ғана сендерді шығарып жібере алады. Егер шығарып жібере қалса, ол штабқа келеді, оған тез арада екінші бақылау жоқ учаскеге жолдама жазып жібере беріңіздер. Бұл жерде айта кететін жағдай. Кейбір сайлау учаскесінің төрағалары сағат 6-да бақылаушылардың бәрі келеді ғой. Сағат 7-де, сағат 8-де, сағат 9-да келгендерді кіргізбей қояды. Бұл дұрыс емес. Бақылаушы қай уақытта келгісі келеді, сол уақытта келеді, естеріңізде болсын. Өйткені неге сен ашылу кезінде келмедің деп талай көрді кіргізбей қойғанды бақылаушыларды. Тіркемей қойған, бір сылтау есебінде жаңағыдай қылады. Тағы да қайталап айтамын, кез келген уақытта келулеріңізге болады. Сайлау болатын күні және оның алдында арақ ішпеңіздер, сыра ішпеңіздер. Өйткені соның өзі де шығарып жүреді. Әсіресе өте бір, не дейміз, пысық бақылаушыларды әдейі арандатып шығарып жүреді. Қайта-қайта сөзбен сөз, аяқ жағында бірін-бірін боқтауға көшеді, сосын шығарып жүреді. Ондай арандатуға бармаңыздар. Өздеріңіздің қызметтеріңізді аяғына дейін алып шығыңыздар. Келесі. Так, осымен болдық па біз? Келесі енді. Мынау екінші сауалнамаға көшейік. Біз екіншіге, үшіншіге жоқ. Енді мына жердегі 12-ші. Сайлау комиссиясы үйде дауыс беру жөнінде қанша жазбаша өтініштерді қабылдады. Мен айттым ғой, таңертең ашылатын уақытта сіздерге айтты ғой. Міне 10 адамнан түсті осы 10 күннің ішінде. Ал түске дейін тағы да көршілеріне, баласына беріп жіберген тағы 2 адам шықты дейік. Ауырып қалды, аяғы тайып кетті. Соларды көрсетеді сіздерге. Сөйтеді сағат 12-ден кейін өтініш қабылданбайды, үйден дауыс беретін. Сосын жұрт аяғы басылған уақытта енді сайлауды бақылаған адамдар білет, өзі сайлауға келудің өзінің бір заңдылығы болады да, лек-легімен. Таңертең адамдар көп болады, сағат 11-лерде азаяды, 12-лердің қасында тағы көп болады, 2-ден кейін сағат 4-ке дейін мүлдем болмайды. Сосын кешке жақын 6-тан кейін қаптайды. Сол уақыттарда көбінесе сағат 2-лерде түстен кейін, 12-ден кейін әйтеуір. Үйден дауыс беру жәшігін беріп, сіздерді жібереді.
айтып отырмын ғой, бір бақылаушы еріңдер дейді, сол уақытта енді ең жастауларыңыздың біреулеріңіз мүмкін еретін шығарсыздар соған. Кейде осыны да пайдаланады екен. Білмеймін, 2000 жыл ма Қарағандыда бір сайлау болды парламент депутатына. Ушанов па фамилиясы. Барлық учаскеде үйден дауыс беруге бір бақылаушы барыңдар дегенде Ушановтың бақылаушысы барыпты. Орнынан атып тұрған ғой, мен барайын деп. Сол уақытта үйден дауыс беретіндердің саны 200-300-ге кетіп қалды. Қысқасы бірдемей жасаған. Өйткені ана үйден дауыс беретіннің бәрі сол бір ненікі, бір үміткердікі. Сондықтан көбінесе жаңағы тәуелсіз бақылаушылардың барғаны дұрыс. Енді мен бақылаушыларды шарт түрде екіге бөлемін. Біреу үміткерлердің бақылаушылары. Олар өздерінің кандидаттарын ғана қарап отырады. Біреуі тәуелсіз мына қоғамдық бақылаушылар. Үкіметтік емес ұйым, НПО-лардың бақылаушылары, журналистер. Олар ешкімге емес, олар сайлаудың заңын ғана бақылайды. Сондықтан сондай адамдардың барғаны дұрыс. Әрі қарап кеттік. Енді үшінші сауалнама дауыстарды есептеу. Концерт осы жерде басталады. Осы жерге келген уақытта жеңдеріңді түресіңдер. Бірінші, сайлау учаскесі сағат 8-де жабылды ма? Біздің заңымыз бойынша сағат 8-де жабылады. Бірақ арнайы учаскелер бар. Арнайы сайлау учаскесіне туббольница, СИЗО, арнайы әскери бөлімдер бар. Осындай бір көп кемелер дейді, елшіліктер дейді. Осы жердегі дауыс беру қалай адамдар бітті, солай қорытынды жасала береді. Олар сағат 8-ге дейін күтпейді. Түсінікті ме? Егер туббольницада 25 адам жатыр ма, сағат 7-де дауыс беру ашылды, жарты сағаттың ішінде 25 дауыс берді, 7:30-да олар қорытындыға кіріседі. Ал басқа жердің бәрінде сағат 8-ге дейін адамдарды күтеді. Сағат 8-де ғана мейлі адамдардың бәрі өтсе де, сағат 8-де ғана ашады. Демек, сағат 8-де ашылды ма жоқ па? Жабылды ма жоқ па? Келесі, жабылу кезінде дауыс беру бөлмесінде адамдар бар ма, олар дауыс берді ма? Есік жабылады сағат 8-де. Бірақ кірген адамдардың бәрі дауыстарын беру керек. Кейбіреулер соны түсінбейді, сағат 8 болды дейді, дауыс беруге келген адамдарды қуып шығады. Түсінікті ме? Демек, сағат жабылады, демек 8-ден 10-15 минут кеткен уақыттарда дауыс беру тоқтатылады ғой, қысқасы. Келесі, сайлаушылардың қаншасының дауыс беру құқығы қанағаттандырылмады? Мен жаңа айтып кеттім, кейбіреулердің құжаты дұрыс болмайды, кейбіреулер спискіде жоқ, сіздер соның бәрін жазып отырасыздар. Қанша адам дауысын бере алмады келген адамдардың, және не себеп бере алмады егер білсеңіздер, оның бәрін сіздер түзеулеріңіз керек. Енді осы жерде бірдемен айтып кетейік. Открепительный талон деген бар ғой? Білесіздер ғой. Егер сіздер 9 маусым күні Оралда іс-сапарға бара жатсыздар. Не істеу керек? Дауыс бергіңіз келеді. Түгелді жақсы көресіздер. Сол өтсе екен деп ойлайсыздар. Сол уақытта сіздер өздеріңіздің учаскелік комиссияларыңызға барасыздар да, олардан талон аласыздар. Мен осы жерде болмайым деп. Олар жаңағы сайлаушылардың тізіміне журналға белгі қояды. Сізді бұл дауыс бермейді деп. Сіз сол талонмен Оралда кез келген учаскеге кіріп, бюллетен алуларыңызға болады. Бірақ, егер осы Атыраудың ішінде болып, мына жақтан, ана жаққа қонаққа барып, ана жақтан талон алмайсыздар. Түсінікті ме? Осы, шетелдегі шыққандар елшілікке баруына болады. Талонды алып кетеді, елшілікке барып дауыс береді. Егер сол елшілікте бар болса, біздің жаңағы сайлау учаскесін ашса. Келесі. Бюллетендерді қосып салып жіберу жағдайы орын алды ма? Бізде мынандай қызық болды, 91 жыл болу керек, ұмытпасам, Макалкин деген бір депутат болды, білетін шығарсыздар Макалкинді. Сол Макалкин екеуміз алғаш осы Қазақстанда бақылаушыларды бастадық. Сонда бір учаскеде ашып бюллетендерді санаған уақытта 150% дауыс беріпті учаске. Егер 1000 адам болса учаскеде, бюллетендерді санағанда 1500 шықты. Оның себебі былай екен, кейіннен білдік. Олар бақылаушылар десе қорқып кеткен, бұл бақылаушы деген не сұмдық, ол уақытта жоқ 91 жылы. Сөйткенде жоғарыдағы енді әкімшілік жағы болу керек, сайлау ненің басшыларыма әрқайсысына пачка бюллетен берген ғой. Шамаларын кесе салыңдар, сен сала алмасаң сен сал деп. Біз аңқауымыз алғаш бақылаушы болғанбыз, шығып кетеміз, темекі шегеміз, олардың бәрі салып үлгерген ғой, көзін ала беріп. Ашқан уақыттарда 150% шықты. Сол учаскенің барлық дауысы жарамсыз деп танылды. Ондай кезде солай болады, жарамсыз деп танылады. Өйткені санаған уақытта шықты, олар енді қашып құтылмайды ғой.
Сосын барып жоғары тұрған округтік сайлау комиссиясы шешім шығарды да бәрінің дауыс есептелмейтін болды. Қысқасы енді бұнда айта кетейік, кей уақытта учаскедегі сондай бір жағдай болғанда сол учаскедегі дауыстың бәрін жарамсыз деп есептейді. Ұмытпасам 91-5 жылы Ғазиз Алдамжаров түсті ғой сіздерден. Сол уақыттарда урнаны теуіп кетіп құлады. Сол учаскедегі дауыстың бәрін жарамсыз деп танылды. Қай жыл еді? 99 жылы, иә, Ғазиз Алдамжаровтың әлі есімде. Келесі. Енді осы жерде сіздерге ана жақтағы отырған орындарыңыздан тұрғызып, дауысты есептейтін столдың қасына жақындатады. Демек, осы жерде тағы да өздеріңіздің құқықтарыңыз үшін күресуге тура келеді. Сіздерге орын береді, қазір мына жаққа тағы да айтып кетеміз. Бюллетендегі белгінің көрініп тұратындай жерде отыруларыңыз керек. Өкінішке орай бізде метрі жоқ. Мысалы, Украинада адамның қолы созылатын жерге дейді. Mesela, анау бюллетенді ұстап, умаждап тастамасын бюллетенді дегендей, ол әрі кетсе 1 метр, 1,5 метр. Бізде бір 3 метр жерге, мысалы, сіздерге мүмкін көрінетін шығар. Жаңағы көрсеткен уақытта сіздер мысалы 7 графа тұрады. 7 графадағы өздеріңіздің енді адамдарыңыз қарайсыздар ғой. Аналар фамилиясын айтып көрсетеді. Сол уақыттарда көрінетіндей жерде тұру керек. Егер көрінбейтін болса, онда сіздер айтаңыздар, кешіріңіздер, бізді жақындатып отырыңыздар. Бұл сайлау комиссиясының басшылығының адалдығына байланысты. Егер ол өзінің адал жұмыс істейтін көрсеткісі келсе, сіздерді жақын отырғызады. Бәрібірдей жаңа бір не дейді, жау сияқты көрмеңдер. Дұрыстап түсіндірсеңіздер отырғызады. Тамаша таза өткен сайлау учаскелерін мен білемін. Қырсып-пырсып, сенімен жаңағы жынданып, жаңағы соғысып отыратын, итпен мысық сияқты отырғандарды көрді. Олар көп өкінішке орай. Бірақ егер сіздер талап етіп жақындатса десеңдер, жақындатып отыру керек. Егер ондай орын бермесе, сіздердің бүкіл бір күнгі жұмыстарыңыздың бәрі босқа кетті деп есептей беріңіздер. Өйткені сіздердің ең негізгі мәселелеріңіз мыналардың бәрін жаңа кипа дейді ғой, үйме қояды ғой, әрбір. Мысалы, 7 болады осы жерде. Сол 7-де ананы алып көрсетеді. Сөйтіп қойғанын көріп отыру ең бірінші сіздердің міндеттеріңіз. Әрі қарап кеттік. Сайлаушылар дауыс есептеу, дауыс беру рәсімі аяқта салысымен дереу басталды ма? Баяғыда мынандай қызық баратын тұғын. Бұның өзін біз кіргіздік. Баяғы кездерде сайлау бітеді сағат 8-де. Есік жабылады, бақылаушылар отыр. Сосын төраға айтады: жігіттер, кешіріңдер, таңғы сағат 6-тан бері жүрміз. Аяғымыз қақсап кетті, барып бір шай ішіп келейік дейді. Бәріміз де қазақпыз ғой, ойбай, я шай ішіп келіңіздер дейміз. 7-еу кетеді жайлап басқа бөлмеге. 1 сағат өтеді жоқ, 2 сағат өтеді жоқ, 3 сағат өтеді жоқ. Бақылаушылар біртіндеп кете бастайды. Ойбай, автобус тоқтап қалады, қазір үйге қалай жетеміз? Бәрі кете бастайды. Біздің тәуелсіз бақылаушы ғана қалады. 4 сағаттан кейін жайлап бастарын тығып қарайды. Сөйтеді де, неғып отырсың, кетпей? Кетпейміз біз. Осындай болмас үшін біздің заңымызға өзгеріс енгізіп, жағы бітісімен сағат 8-де санау 1-ден басталады. Үзіліс жоқ, темекі шегіп келейін жоқ. Түсінікті ме? Уақытты созбас үшін. Бақылаушыларға бюллетендегі белгі көрінетіндей қашықтан орын берілді ме? Мен жаңа айтып кеттім оны. Ол заңда бар, 43-ші бап. Ол мынаның ішінде де біздің алдындағы кіріскен жерде бар, 43-ші бапта. Сондай орын берілу керектігі. Сондықтан сіздер мынаны көрсетсеңіз айтар, 43-ші бапты қараңыз. Сайлау комиссиясында бір сайлау туралы заң жатады. Егер бірдеңе болса, соны ол көрсетіп дәлелдеу керек. Сол уақыттарда сіздерде жаңағы таза қолдарыңыздағы дерек бар. Әрі қарап кеттік. Дауыс беру жәшіктерін ашудың алдында пайдаланған бюллеттер саналды ма, жойылды ма? Енді осы процесс кезінде хатшы хаттаманы толтырып отырады. Таңертеңгі толтырды ғой, естеріңізде ғой. Қанша адам үйден дауыс беретін бар, қанша бюллетен келді дегеннің бәрін толтырып отырады. Айта кету керек та, бюллетеннің 1% резервпен беріледі. Мысалы, 2000 адамдық участке болатын болса, 2020 бюллетен тұрады мына жерде. Түсінікті ғой ол. Сосын біріншіден жаңағы сайлау жәшіктерін ашпай тұрып, қалған бюллетендердің бәрін алып, сіздердің көздеріңізше санайды. Мысалы, айтайық, жаңағы 2000 адамдық участке. 1000 адам дауыс берді дейік. Санаған уақытта 1020 бюллетен шығу керек. Оның санаған сіздер қарап отырасыздар, өздеріңізге жазып отырасыздар. Түсінікті ғой бұл. Демек, анау жәшіктерді ашқан уақытта үйден дауыс беру бар, стационарный жәшік бар. Ашқан уақытта барлық бюллетендердің саны 1000 болу керек демек. Түсінікті ғой? 1001 болса, онда фальсификация болды дей беріңіздер. 9990 болуы мүмкін. Кем болуы мүмкін. Неге дейсіздер ғой? Кейбір адамдар бюллетенді алып кетеді, на память.
Оны ұстай алмайсың, және ол заңсыздық деп есептелінбейді. Бюллетенді алып кеткендерді көп көреміз, ондай нәрсе болады. Бірақ артық болмау керек саннан. Әрі қарап кеттік. Артық болған жағдайда онда демек бір фальсификация болды. Олар онда қайталап санайды, іздейді бір бюллетенді. Мүмкін жабысып қалған шығар, жаңағы үйден дауыс беру бюллетенінің екеуі біріне бірі. Кей уақыттарда жерден тауып алғанда жағдайлар болды. Урнаға ешкім қарамайды, урнаның қасындағы кемпір қолы дірілдеп тастайды, урнаға емес, ол қасына түсіп кетеді, адам аяғымен астына кіріп кетеді. Ал кеп іздейді. 5 сағат іздейді, 6 сағат іздейді. Жаңағы не дейді, әскерде болғандарың бар ма? Бір патронды байқамай атып жіберсеңдер, бүкіл казарманың бәрін қопаратын еді ғой. Дәл сол сияқты бір бюллетен үшін олардың жаны шығады. Келесі. Енді жаңағы бюллетендерді қалай жояды? Жою деген бар. Жаңа 1020 бюллетен қалды айттық. Оның бәрін сіздердің көздеріңізше санайды. Сіздер қоса ауыздарыңыз жыбырлап санап отырасыздар. Сосын қайшын алады да шетін қырқады. Сөйтеді да оны қағазға орап, арнайы мына жерге қояды көздеріңізше. Араласып кетпеу керек. Содан кейін үйден тасымалданатын жәшікті алады. Айтады, естеріңізде ме? Қанша адам еді барған? Бәріңіз айтасыздар, 10 адам. Одан кейін 3 адам қосылды, 13 адам. Ашады, 13 бюллетен шығу керек. Сол уақытта қою басталады былай. Мынау Тоқаевтікі, мынау Қосановтікі, мынау Түгелдікі, мынау Таспиховтікі деп былайынан қоя бастайды. Сіз енді мысалы егер партияның атынан барсаңыз, не үміткердің атынан барсаңыз, сіздің көзіңіз тек қана жаңағы өзіңіздің соған келіп тастады ма жаңағы сізге көрсеткен уақыттарда. Одан кейін үлкен жәшік, стационарлы жәшікті алып келеді. Мынандай егер стол болса, 4-еуін қосады, кейде 6-ауын қосады, соның үстіне әуелі сіздерге көрсетеді, жаңағы печатын, бломбысының бәрін көрсетеді да, соның үстіне аударады. Енді осыны аударған уақытта біздің заңымызды бұзатын сайлаудың, дауыстарды санаудың бір жолына кіріседі. Қалай дейсіздер ғой? 4-еу, 5-еу, 4 жағынан тұрады да, аналарды алып қарап, әрбір жаңағы кипаға қоя бастайды. Түсінік ме? Біріне бірі береді, мынау Қосановтікі. Сөйтіп бәрін сіздер қарап тұрасыздар, бірақ білмейсіздер қалай. Бәрін қойғаннан кейін ішінен біреуін алып көрсетеді. Мынау Түгелдікі дейді да, ішінен алып көрсетеді, сіздер қарайсыздар, иә, Түгелдікі. Олай болмау керек. Біздің заңымызда сайлау комиссиясының төрағасы не бір мүшесі, сайлау комиссиясының жиналып мынандай тұрған, тауып тұрған бюллетеннің ішінен біреуін алады да, сіздерге көрсетеді. Сіздер көресіздер, өйткені жаңа белгі көресіздер, айтады, міне мынау Түгелдікі. Сөйтіп қояды. Екіншісін алады. Етіп қарайды, мынау бәленшенікі. Қояды. Сіздер көріп отыруларыңыз керек. Әр қайсысын. Бұл ұзақ, бірақ әділ. Ал бізде бұрынғыдай келіп алады да, бәрі жабылады да, анаған дейді да, барлық кипа-кипаны жасап қояды. Ондай қылмау керек. Мен сіздерге қызығын айтайын, мынау қырғыздардың дауыстарды санауы өте қарапайым және өте тамаша. Бірақ уақыт көп кетеді. Олар да былай қылады екен. Бәрі жаңағы дауыстарды санау басталып, бюллетен төккеннен кейін барып, үлкен, мынадан 2 есе үлкен плакатты жапсырады қабырғаға. Плакатта жаңағы үміткерлердің аты тұр, мысалы, 7-еуінің аты. Сосын мынау комиссияның председателі үйліп тұрған бюллетеннен біреуін алады да, бақылаушының біреуін шақырады. Кел, мені қасыма тұр дейді. Сөйтті, ананы алады да, бүйтіп қарайды. Мадумановқа. Анау көріп тұр ғой, қасында тұр. Иә, Мадумановқа дейді. Қояды. Анау қыз хатшы қыз. Мадумановтың жаңағы үлкен мынандай тұрған плакаттағы Мадумановтың қасына бір сызық сызады. Екіншісін алады. Атамбаевқа. Анау қасында қарап, иә, Атамбаевқа. Қояды, Атамбаевтың қасына бір сызық сызады. Бәрі біткенше солай. Сосын анау бақылаушыны ауыстырып отырады. Жарты сағаттан кейін келесі бақылаушы келіңіз. Келесі бақылаушы өз шаршап қалса комиссияның бір мүшесі, әр қайсысын жеке-жеке. Соның бәрі біткеннен кейін барып, жаңағы сызықтарды санап шығады. Хатшы. Сөйтеді да Мадумановқа 280, Алмасбек Атамбаевқа 260, мынаған мынау бәрі көрініп тұр. Сіз көріп тұрсыз. Ашық және жариялы, бірақ ұзақ. 3-4 сағатқа созылады. Бізде соның бір түрі енді жаңағыдай көрсету, бірақ бізде осыны көбінесе жасамайды. Сондықтан сіздер өте осыған көңіл аударыңыздар. 43-ші бапты көрсетіңіздер. Әр бюллетенді мен енді жаттап алғандай айтайын. Сайлау комиссиясының төрағасы немесе бір комиссия мүшесі әрбір бюллетенді алып көрсетіп, жаңағы неге үйелмеге жаңағы кипаға қояды. Көрсетіп сіздер көргеннен кейін. Егер осының бәрін ұстап отырсыздар, жаңағы не дейміз, фальсификация анау нәрселердің енді 80%-ның жолын жабасыздар сіздер. Әрі қарап кеттік. Мен бір жерде ұмытып бар жатыр екенмді. Жаңағы бюллетендерді жойды ғой.
Мысалы 1200 бюллетенді, 1020 бюллетенді жойды. Жойғаннан кейін сіздердің көздеріңізше бюллетен берген адамдар бар ғой, қолында журналдар бар, жаңағы 4 адам отырған, бюллетен беріп отқан. Алдында алфавиттері бар. Солардың әрқайсысынан сұрайды, сіз қанша бюллетен бердіңіз? Олар журналдарынан санайды. Біреу айтады, мен 200 бюллетен бердім, екіншісі мен 160 бюллетен бердім. Соны жазып отырыңыздар. Сол уақытта қанша бюллетен шығу керек? Бәрін қосқан уақытта 1987 бюллетен шығу керек. Өйткені 13 бюллетен үйге дауыс беру кетіп қалды мысалы. Сөйтіп соның бәрін сіздер санаған уақытта бәрі бірмен бірі сәйкес келу керек та, цифрларыңыз. Әрі қарап кеттік. Дауыстарды есептейтін комиссия мүшелерінің қолында жазу құралы болды ма? Енді бұған көп көңіл бөле бермеңіздер, бірақ біздің заңымыз бойынша комиссия мүшелерінің қолында жазу құралы болмайды. Кейде белгі салмаған бюллетенге өздері белгі салып жүруі мүмкін. Тек қана хатшы ғана қолында ручкасы бар, хатшы отырады. Басқалардың қолдары бос болады. Әрі қарап кеттік. Әр партияға, әр кандидаттарға берілген дауыстар топтап қойған уақытта әр топтың ішінен кез келген бюллетен алынып тексерілді ме? Бұндай процедура заңда жазылған. Мысалы, енді бәрін есептеп берді ғой, сіздердің көздеріңізше топтама жасады, 7 топтама тұр. Сөйтті, ауысып кеткен жоқ, біз әдейі ананыкін қосандыкін, Тоқаевқа Тоқаевтың қосандыққа лақтырған жоқпыз деп көрсету үшін ортасынан кез келген мынау картадағыдай сияқты ғой, ортасындағы бір бюллетенді алып көрсетеді. Мысалы, мынау қосандық дейді, алып бүйтіп көрсетеді, сендер қарайсыңдар Тоқаев. Айқай шығады, ал қайталап, бәрін қайталап процедураны жасауға тура келеді. Сондықтан олар әрқайсысынан біреуін көрсетуі міндетті. Екінші, отырған адамдардың біреу айтады, тағы бір санап шығыңыз дейді. Жаңа бюллетендерді қайтадан бір рет санатуға құқы бар бақылаушылардың. Түсінікті ме? 2 рет емес, 1 рет қайталап санап шығады бюллетендер. Сіздер қайталап дұрыстап жазып аласыздар. Жоқ, ортасынан біреуін ала салады ғой бүйтіп. Егер және картаны жақсы ойнайтындар болатын болса, мүмкін жеңінен ала ма, білдірмей. Ондай нәрсе бола қоймайды ау деймін. Енді оның бәрі көз алдарыңызда болады. Бұл жерде енді онша бірдеме жасай қояды деп мен өз басым ойламаймын. Оның жасайтынның басқа түрлері бар. Мен егер керек десеңіздер айтып беремін. Әрі қарап кеттік. Жарамсыз деп табылған бюллетендер болды ма? Оның санын көрсетіңіз. Жаңа бюллетендерді алып көрсетіп жатқан уақытта ішінен жарамсыз бюллетендер шығады. Ол қандай бюллетендер? Бірінші, сайлау комиссиясының мүшесі қол қоймаған бюллетендер жарамсыз. Айттық қой, бюллетенді бергенде қол қойып беру керек деп. Бюллетенге қол қойды ма, ол жарамсыз болады. Және ең бастысы, қай кандидатқа таңдау жасалғанын көріне алмайтын, анықталмайтын бюллетен бар. Ол қандай бюллетен? 7 графа тұр, адам фамилиясымен, соның екеуіне белгі салады біреу. Кімге береді? Кімге дауысын? Бір дауыс беру керек қой. Ол өзінің дауысын екеу деп есептейтін шығар, мен 2 адаммын деп. Ол бюллетен бірденен жарамсыз деп табылады. Кейде бюллетенге белгі салмай тастап кетеді, байқамай. Кейбір аңғалдар. Ол бюллетен жарамсыз деп табылады. Ең көп кездесетін мәселе 2 графаның ортасына белгі салып қояды. Белгісіз жоғарыдағы адамға берілді ме бұл дауыс? Төмендегі графадаға берілді ме? Түсінікті ме? Ортасына қойып қояды. Біздің заңымыз бойынша қандай белгі салу керектігін нақтыланбаған. Біреулер нүкте қояды, бүйтіп домалатып. Біреулер крест қояды, біреулер жаңа птичка дейміз бе? Әркім өзінше қояды. Енді ең қызығы, кейбіреулер жаңағы жерге жазады екен, иә деп. Ал айқай басталады. Мынаны қабылдаймыз ба, жоқ па? Заң бойынша белгі деген. Ал мынау белгі емес сөз. Біреулер жазады қолдаймын. Біреулер жазады шешеңнің. Ондай да бар, боқтап, біреулерді сондай нәрселердің бәрі бар. Осыда талас болады. Кез келген осындай таласты мәселеде, әйтпесе жаңағы графасына қойған уақытта үстіндегі ма, жоғарғы ма дегенді мәселе келгенде, міндетті түрде сайлау комиссиясы дауысқа салады. Сол жерде сіздердің көздеріңізше айтады. Мына бюллетен жарамды деп айтамыз ба, жоқ па? Көпшілік даусымен неліктен тақ болады комиссия? Көпшілік дауыспененен не жарамды, не жарамсыз болады. Түсінікті ме? Сол жерде сайлау комиссиясының өзі шешеді дауысқа салып. Менің өз басым, иә деп жазылған, қолдаймын деп жазылғандарды өткізерем. Өйткені ол бір адамның таңдауын көрсетеді. Енді оны бірақ енді заң бойынша солай деп қабылданған. Кейде Иә, міндетті түрде, айтады. Дауысқа салғаннан кейін дауыстың қаншасы берілді, мысалы біреуі қарсы, 6-ау, оның бәрі міндетті түрде жасалынады. Хатшы сол үшін отырады. Әрі қарап кеттік. Бақылаушылар жаңа айттық. Сайлау комиссиясының төрағасымен барлық мүшелері қол қойылды ма? Енді белгілі хаттамаға қол қою керек. Енді бақылаушыларға дауыстар санау нәтижесінің мөрлеп бекітілген хаттама көшірмесі тапсырылады.
Бірақ сіздер сұрамасаңыздар, оны ұмытып кетеді тырнақшаның ішінде. Сіздер сұраңыздар. Копияны алмайды, копияға олар қол қояды. Печатын басады. Копияның дұрыстығын заверять етеді орысша айтқан уақытта. Түсінікті ме? Сіздердің қолдарыңызға кәдімгі мокрый печать дейді ғой. Сондай болса тіптен жақсы, бірақ бізде көбінесе ксерокстен шығарады. Бірақ сайлау комиссиясының төрағасы қол қойып растайды, мынау копиясы екені рас. Оны сіздер алып барып бересіздер, бұл сіздердің ең бірінші міндеттеріңіз, өздеріңіздің штабтарыңызға. Қазір жағдай өте жақсы ғой. Сіздер оны ертеңге апарып беріп, сол жерде суретке түсіріп, WhatsApp-пен жібере саласыздар. Бұрын түнгі сағат 2-де, 3-те штабқа келіп, тапсырып, сондай нәрселер болатын. Қазір Құдайға шүкір бәрінде телефон бар. Сосын айта кетейік осы мәселеде. Бақылаушыларға суретке түсіруге, бейне жазба жұмыстарын жасауға толық мүмкіншілік берілген. Мен қатты өкіндім биыл. Биыл менің бір жақсы ойым бар еді. Мен сайлауға түсетін үміткерлердің қазақ тілінен емтихан тапсырғанына қатысайын деп едім. Сөйтіп сол жердің бәрін түсіріп тұрайын деп едім. Өйткені біздің заңымыз бойынша бақылаушылар сайлау процесінің барлық кезеңдерін бақылай алады, бүкіл этаптарын. Соның біріншісі қазақ тілінен емтихан тапсыру. Үміткерлердің. Соны барып, мен ол уақытта кетіп қалдым, өкінішке орай. Бара алмадым. Қап деп қалдым, енді келешекте естеріңізде болсын, оған барып, сол жерде, сол уақытта кейбір бір, не дейміз, қаңқу сөздердің бәрі жойылар еді. Олардың шынымен қазақ тіліне қалай білгенін. Ау, біраз өтпесе дейсің бе? Мынандай қызық жағдай болды. Осыдан бұрын сайлауға қатысқан енді менің таныстарымның ішінен Ғани Қасымов, Мелис Елеусізов, екеуін де білесіздер ғой. Екеуінің де енді қазақшасы, қазақша айтқан уақытта онша емес. Мен ол уақытта қоғамдық палатаның мүшесімін. Олар да қоғамдық палатаның мүшесі. Сосын бір күні қоғамдық палатаның басшысы Дьяченко Сергей Александрович ауысты да, Бабков па, Бобров па біреу келді. Сосын келгеннен кейін барып, енді өзінің бастық болғанын жуып ресторанға шақырды. Сосын мен соны жүргізіп тұрдым жаңағы. Сосын мен де қырсықтау адамын, айттым жігіттерге. Ал қазір мен дедім, бір екі адамға сөз берем дедім. Екеуі де қазақ тілінен 5-ке тапсырған, ол екеуі қазір тосты қазақша сөйлейді деймін. Ал Ғанияға сіз Мелис екеуің сөйлеңдер дедім. Ар жағын айтпай қойын, екеуің не болған? Іштерінен мені бір боқтаған болу керек. Сондықтан бақылаушының міндеті оларды ұстау емес, бақылаушылардың міндеті халықтың сайлауға деген сенімін көрсету. Егер біз жаңағы этапты бақылай алмай қалдық қой, қазақ тілінен емтихан. Мысалы, бір рет Қайсар Уәлихан қазақ тілінен құлап қалды, бірақ шыққаннан кейін мен қазақ тілін жақсы білетін едім, мені өтірік құлапты деп айқай шығарды. Ол да біздің енді жолдасымыз. Жаңағы жердегі мұғалімдердің бәрі менің студенттерім бар ішінде. Менімен бірге оқыған адамдар бар, менің ұстаздарым бар. Мырзатай Жолдасбеков менің деканым болған кезінде. 75 пен 81 жылдың арасында мен филология факультетін оқыған уақытта. Енді білмеймін енді олардың қалай өткізгендерін, бірақ Әміржан Қосанов тапсырған уақытта мен оған айттым, бүкіл бақылаушылар мен журналистерді шақыр. Көрсін сенің шынымен қазақ тілінен білетініңді деп. Білмеймін неге шақырмаған, жоқ әлде шақыруға рұқсат бермеді ме? Бірақ заң бойынша бізде рұқсат, тағы да қайталап айтамын. Келешекте естеріңізде болсын. Біз ұмытып кететін болсақ, жастар бар ғой, міндетті түрде егер сендер сенбейтін болсаңдар, қазақ тілінің емтихан дұрыс өтетін баруыңызға болады. Егер сіздерді кіргізбеуі мүмкін, бірақ айтаңыздар, міне заңда тұр. 2 статья, бір статьясы сайлау этапының барлық кезеңдеріне бақылауға болады. Екіншісі видео, фото, бейне жазба, таспа, аудионың жазуға болады. Бұлайда, мысал айтайын бір. Қай жыл екенін мен білмеймін. Қазіргі гражданский альянстың бастығы Асылбек Қожахметов қаладан мәслихатқа түсті, Алматы қаласының. Ол жаңағыдан әптен шаршаған, жаңа фальсификациядан 12 участок болды қалада. Мынандай екеуін қойды бүйтіп. Екеу, бір участок ішіне. Біреу бітіп, қайталап зарядталғанша екіншісі ұстап тұрады. Сөйтіп таңертең сағат 6-тан дауыстар есептеу біткенге дейін 12 участоктың бәріне түсірді. Түсіргеннен кейін соның бәрін алып шықты да, жігіттерді отырғызып қойды да, жаңағының ішінен бірнеше участокке барып дауыс бергендерді таптық. Соны тапқан уақыттарда 7-8 адам шықты, енді одан да көп шығар. Мына участокке де барған, ана участокке де барған, білмеймін соған. Бір жерде көзәйнегін алып тастаған, бір жерде шарфын алып тастаған, бір жерде шарфын қайталап келген, енді қысқасы сол адам бәрін шығарып, суретке түсіріп, Қазақстан гостиницасында пресс-конференция жасады, сөйтіп сотқа берді.
Соттың берген жауабы былай болды. Бұлар біріне бірі өте ұқсас адамдар екен. Сондықтан камера қоясың ба, камера қоюыңа рұқсат. Бірақ ұқсас адамдардың келуі мүмкін. Әрі қарап кеттік. Сайлау комиссиясы мен төрағалары хаттамаға қол қойды. Сіздерге жаңағы хаттаманың көшірмесін бергеннен кейін барып, хаттаманы сол жерге іліп қояды. 2 күн бойы тұру керек заң бойынша. Тағы да суретке түсірулеріңізге болады. Енді ең соңғы сіздердің жұмыстарыңыз, егер сол жұмыс істегілеріңіз келсе, жаңағылардың барлығын жарамсыз бюллетендер бар, жойылған бюллетендер, 7 топтама, сіздердің актілеріңіз, хаттама, осылардың бәрін жинайды да қапшыққа салады да, олар айтады, енді біз аймақтық округтік сайлау комиссиясына апарып өткіземіз дейді. Сіздер сол жаққа барып, олардың өткізіп жатқан, өткізгенде есеп береді олар. Соны сіздер тыңдауларыңызға, суретке түсулеріңізге, жазып алуларыңызға болады. Бұны неліктен біз кіргіздік? Бақылаушылардың сондай құқын. Себебі баяғы кездерде учаскелік сайлау комиссиясы жұмысын бітіреді, машинаға отырады, ал біз қазір округке кеттік дейді. Округ көп болса жарты сағаттық жер, аналар 4 сағатқа жоғалып кетеді, жер жұтып кетеді. Олар барады да бір үйге барады, дайын тұрған нәрсені ауыстырады, ойларына келгенін жасайды, сөйтеді де келеді де округтік сайлау комиссиясын өткізеді. Сондықтан сіздер барасыздар, қатар барасыздар, алдына бір 5 минут бұрын жүріңіздер, сол жерден тапсырған уақытта сіздер қарап отырасыздар, өздеріңіздің қолдарыңызда көшірме бар ғой. Анау сайлау, жаңағы округтік сайлау комиссиясына учаскелік сайлау комиссиясы айтады. Бізде осыншама адам болды, осыншама адам өтті дауыс беріп, осыншама бюллетень жарамсыз қылдық, дауыс бергеннің проценті мынау дейді. Сіз тыңдап отырасыз, дұрыс бергені. Демек, бақылаушыларға өте көп құқық берілген. Енді ең соңғы мәселе Қазақстанда өте қиын өткізу, жүргізу, бірақ заңда бар. Заңда бар болғанда да заңда өте былайынан жазылған. Бюллетендерді егер күмән болса, не болмаса, естеріңізде жоғары тұрған сайлау комиссиясы, мысалы округтік сайлау комиссиясы, сол учаскедегі сайлаудың, дауыс берудің өтуіне күмән келтірсе, белгілі бір деректер болса, соған байланысты қайталап санайды бюллетендерді алып. Біз соны қайталап саната алмай қойдық. Мысалы, мен бір рет жаңағы Американың сайлау жүйесін танысу үшін бардық. Сонда ұмытпасам Пенсильванияда, Филадельфияда бір жерге бардық, сайлау біткеніне 5-6 күн болып қалған. Сөйтсе, осындай үлкен залда бюллетендердің бәрін жайып салып, тоңқаңдап бірдеме жазып жүр адамдар. Сосын сұрадық, мұнлар не істеп жүрсек, өте алмай қалған жаңағы сенатор болып па, үміткердің өкілдері сенбей, дұрыс саналмады деп келді бізге арыз жазып. Біз оған бюллетенді бересіңдер ме? Береміз. Неге бермейміз? Қарасын, көздері жетсін. Ол штат, олардың әрбір штатының сайлау жүйесі әртүрлі. Жаңа Филадельфияда композитор бар екен. Баяғыда автобустарда композитор жасайтын едік қой, жаңағы тарс еткізіп. Соны жаңағы дұрыс тесілмей қалды, соны көреміз деп айтқан бүкіл бюллетень жайып тастаған, жүр, қолдарында қағаздар бар 5-6 адам. Бізде бермейді өкінішке орай, не екенін қайдам. Негізінен сайлау комиссиясы беру керек. Сол жерде тәуелсіз бақылаушылар, арыз берген кандидаттың өкілдері, сенбеген, сосын өздері отырып, қайталап қарап шық. Не үшін бюллетенге біз дауыс береміз, бумажный голосование? Себебі оны қайталап тексеру болу керек. Біреулер айтады, баяғыда қазақта дауыс берудің тамаша жүйесі болған дейді. Мен шын өтірік па білмеймін. Садақтың оғын, билер мысалы біреуді сайлап хандарды, садақтың оғын алады екен де, сындырады екен, сүйеді екен де тастайды екен. Мына жаққа, не аққа, не қараға. Кейіннен айқай-ұлқай болып, өтірік ана садақтың оқтары көбірек шығып қалса, мынаусы өзінде ғой қалғаны. Ананы алады да, екеуі бірдей ғой, онда садақтың оғын деп. Сындырған уақытта бәрі бірдей болуы мүмкін емес. Сонымен салыстырып көреді екен. Біз мына бюллетень тексеру дегеніміз де сол сияқты. Міндетті түрде сайлаудың әділ өткенін тексерілу керек, бақылануы керек, қайта қаралу керек. Бізде осы қайта қаралу өкінішке орай жоқ. Менің өзімнің жаңағы тәжірибемде, ұмытпасам тек Шымкентте ғана бір рет мәслихаттың депутаттарында бюллетенді қайталап ашқыздық. Ал 91 жылы Айнабұлақта үлкен айқай көтеріп, дұрыс болмады деп сөйтсек, бюллетендер бір мектепте жиналып қойыпты. Не екенін қайдам, сол бюллетендер тұрған бөлме өртеніп кетті. Бюллетенмен қос өртеніп кетті. Ол 90 жылдар осындай нәрсе болды. Сондықтан тағы да қайталап айтамын. Егер үміткерлердің адамдары жаңағы жердегі фальсификацияны ұстай алмай, көре алмай қалса,
бірақ істей сезсе, бірақ оны ашу үшін сіздерде нақты дерек болу керек, түсінікті ма? Округтік сайлау комиссиясына көздерін жеткізу керек. Сол уақытта ғана олар бұйрық береді. Бізде қатып қалған заң жоқ. Егер адамдар сенімсіз болса, қайталап санауға болады деген. Тек қана округтік сайлау комиссиясының бұйрығымен ғана учаскелік сайлау комиссиясының бюллетендері қайталап қаралынады. Және 10 күннің ішінде, 10 күннен кейін ешқандай сот, ешқандай жоғары тұрған сайлау комиссиясы қабылдамайды сіздерден. 10 күннің ішінде ғана сіздер арыз беру керексіздер. 10 күннен кейін бітті. Көнесіздер. Мені қысқасы осындай, менің ойымша біткен болу керек. Енді сұрақтарыңыз болса, мен сұраққа жауап беруге дайынмын. Енді ұмытып кеткен бір-екі жерлерімді айтып кетейін. Дауыстарды санау 12 сағатқа созылады, осыны ұмытпаңыздар. Сағат 8-де дауыстарды санау басталады, келесі күнгі таңертең сағат 8-ге дейін. Одан артық болмайды. Айтып отырмын ғой, кейде бір бюллетендер жоғалып кетіп, анау-мынау болып, кейде 3-4 сағат, 5-6 сағатқа созылып кетеді, бірақ 12 сағаттан асса, ол демек учаскенің бәрін жоққа шығару әбден мүмкін. Енді ол мына жерде жазылмаған нақты. Бірақ сіздер қалталарыңызда қаламыңыз бар, мысалы, дауыс беру кабинасына кірдіңіздер ғой. Кіргеннен кейін сіздерді ешкім көріп отқан жоқ. Өздеріңіздің ручкаларыңызбен белгі салсаңыздар, онда тұрған дәнегі жоқ. Бізде заңменен белгіленген. Я ананың ішіне кіргеннен кейін барып бәрі бітті. Біреулер сурет салып қояды бюллетенге. Әртүрлі нәрсені көрдік біз. Қызықты. Қайда? Болады. Енді заң бойынша ол ешқандай несі жоқ. Мен қазір сіздерге айтайын, кеше ғана маған, кеше емес, бүгін ба кеше, Балқаштан телефон соқты. Балқаштың заводында директор, енді бұл менің естігенім, жаңағы бақылаушының, директор барлық жұмысшыларын айтыпты. Сендер жасырын дауыс беру кабинасына кіріп, бюллетендеріңе белгі қойғаннан кейін, бір қолдарыңа соны ұстап тұрып, селфи жасаңдар. Егер ондай селфиді әкеп маған көрсетпесеңдер, жұмыстан кетесіңдер депті. Маған айтады, енді біз осы не істейміз дейді. Мен сосын өзімше бір жақсы ақыл бердім. Онда анау директорге айтсын, бәрімізге бір айфон алып бер деп. Енді былайда, егер азаматтар соған көнетін болса, біздің қоғамда онда еш уақытта бір ерікті демократиялық мемлекет жасай алмаймыз, егер азаматтар көнетін болса. Иә, олар өздерінің бірдемесін жасауға тырысады. Біздің міндетіміз соларға тосқауыл қоя білу. Егер біздің бәріміз жаңағыдай қой сияқты жуас айтқанына көнетін болсақ, онда өмір сүріп та қажет жоқ, ойлап та қажет жоқ, сайлау жасап та қажет жоқ. Жаңағы 99 жылдан бастап біз бақылаушылар қойдық. Сонда ең көп бақылаушы қойғанда біз 2,5 мың бақылаушы қойдық. Бұл 25% мысалы учаскенің. Соның өзі біздің жақсы жұмыс істегеніміз соншама. Билік не істеді дейсіздер ғой? Электронный голосование дегенді ойлап тапты. Естіп бердіңіздер? Электронный голосование қанша миллиард кеткенін мен сізге айтпай-ақ қояйын. Қанша компьютер алды, қанша оператор дайындалды, қанша есігін жасады, оның бәрі. Тәуелсіз бақылаушылар біздер 2005 жылы кеттік. Осыдан 3 жыл бұрын Тұрғанқұловтың өзі жаңағы электронный голосованияны алып тастады, қазір Қазақстанда жоқ. Демек, бақылаушылар сондай деңгейге жеткіздік біз. Екі аяқтарын қазақша айтқанда бір етікке тықтық. Әртүрлі жолдар бар да, иә, бір жерде белден басады, бір жерде ұялады. Қазір енді әртүрлі нәрсе ойлап жатыр. Мысалы, мен өзім мынандай бір ұсыныс жасар едім да, ол ұсынысты бір жерден неттім, жаңа көрдім. Бір Шымкенттің бір ауданында, Шаян жақта, ең тамаша таза сайлау болды. Қалай дейсіздер ғой? Өзі кішкентай ауыл екен, бәрі де дінді ұстайтын, қалған аудан. Біздің бақылаушымыз таңертең жас 80-дегі атасын алып барыпты учаскеге. Сонымен таңертең сағат 6-та бәрі басталып, гимн ойнағаннан кейін жаңағы шал айтыпты, ал мен бата беріп жіберейін депті. Бәрі қазақ, бәрі дін ұстайтын, ойбай аға бата беріңіз. Сосын жаңағы шал бата беріпті. Ал осындай біз енді парламент депутаттарын сайлап жатырмыз, бәрі жақсы болсын, анау-мынау депті, ең соңында былай депті. Егер жоғарыдағы біреулердің айтқан әкім сымақтардың бірдемесін, жаңағы айтқан істе фальсификат жасап бірдеме жасайтын болсаңдар,
жеті ұрпақтарына шейін қарық сатсын деп кетіп қалыпты жаңағы шал. Анау жетеуі дейді, біріне бір қарады да қалды дейді. Отырды дейді біраздан кейін. Сосын біреуі комиссияның бастығы орнынан тұрып, әкімнің де әкесінің аузы, оның үстіндегі әкімнің де әкесінің аузы, мен жеті ұрпағымды қарғысқа қалдырмаймын. Жігіттер, давай таза істейік деп. Сонымен кейбір жерлерде жаңағы не дейді, осыны айтам ғой. Соны айтардың алдында айтып қоямын, шетелдің нелерінде алдында. Мен айтамын, использование ислама в деле демократии деп қоямын. Сондықтан мен мынандай ойлап отырмын. Енді бұл әшейін енді бір әзіл есебінде ғой. Сайлау комиссиясының адамдары таңертең ашылған уақыттарда столдың үстіне конституция менен Құранды әкеп қойса. Соған қолдарын ұстап, енді біреу Құран ұстайтын шығар, біреу конституцияны ұстайтын шығар, осының бәрі мен Аллада өткіземін деген бір ауыз сөзбенен ант берсе. Біраз адамды тияр еді, біраз нәрсені. Сондықтан әрине осындай көптеген фальсификацияны біздің өзімізде көрдік, тоқтаттық. Сен айтқаның дұрыс, біздер әрбір сайлауды бақылаған сайын 200-300 актілердің бәрін жібереміз. Ол актілерді прокуратура, жоғарғы сот сол теркомға жібереді. Мені учаскелік сайлау комиссиясының үстінен арыз түсті, қарастырыңдар деп. Қайталап сайлау комиссиясына түседі. Енді ол уақыттарда жоқ, қазір қолдарында телефон бар. Қазір жағдай сәл-пәл өзгерді жігіттер. Екіншіден мен жаңағы қайталап оқып шығамын, сен айтасың ғой жаңағы үлкендеу әйелдер алдын жауып тұрады деп. Міне 43-ші бап. Сайлау бюллетендерін санау кезінде комиссия төрағасы немесе комиссияның белгілі бір мүшесі қатысушыларға сайлау бюллетенін көрсетеді және сайлаушының ерік білдіруін жариялайды. Бір адам ғана алады, көрсетеді және фамилиясын айтады. Түсінікті ме? Ерік білдіруін жариялайды. Сіздер көріп отырасыздар. Алып бетіп көрсетті, Тоқаев дейді. Сіздер көрулеріңіз керек. Екіншісін, ал жаңағы айтқаның бұрынғыдай бәрі жан-жақтан тұрып алады да топтап тастайды да, сол топтың ішінен біреуін ғана көрсетеді. Ол жерде әрине ловкий рук против зоркий глаз. Сондықтан осындай нәрселердің бәрі мына жерде жазылған заңда, бәрін көрсетілген, дауыстарды санау кезінде не болатынының бәрін. Сондықтан менің ойымша енді әртүрлі жағдай бар. Мен мысалы бір рет Тәжікстанға барып бақылаған уақытта мынандай күлкілі жағдайды көрдік. Біздер ол да жаңағы не дейміз, шетелдік бақылаушылар есебіндеміз ғой. Қарап тұрсақ, сайлау комиссиясы ешқандай куәлік сұрамай бюллетенді береді келген адамдарға. Бір ауданда. Сосын біз қарадық, көбінесе әйелдер келмейді Тәжікстанда, кілең шалдар келеді. Сосын барып жаңағы беріп жатыр екен, сосын біз енді ескерттік, кешіріңіз, сіз міндетті түрде куәлік көрсетуін талап етуіңіз керек қой деп. Сонда жаңағы беріп тұрған сайлау комиссиясының бастығына айтқаны ғой. Ой, бұл Хасан ата ғой дейді, мен кішкентайымнан бұл мен асырап өсірді ғой дейді. Ой, Хасан ата ғой дейді, өзіміз алып қалдық. Хасан атаны біз білмейміз ғой, қайдан білейік оның Хасан ата екенін. Сол сияқты бір неде жаңағыдай еркін қызық нәрселер болады енді сайлау кезінде. Мен енді бір 20 шақты елдің сайлауын бақылаған шығармын. Өте қызық жағдайда болды, өте қайғылы жағдайда болды, бақылаушыларды өлтіріп кеткен жағдай болды. Украинада 2 рет мен 100 адам алып бардым Қазақстанның бақылаушыларын. 100-ден Ющенко менен Янукович түскен уақытта. Біз Харьковты бақыладық, самолет сатып алдым сол үшін, чартерный рейс жалдадым. Қазақстанның бақылаушылары жалпы Европаның бақылаушыларының ішіндегі ең жақсы бақылаушы болып есептеледі. Бізді содан кейін біз НМО-ға кірдік. НМО дегеніміз Европаның тәуелсіз бақылаушылары, қоғамдық бақылаушылары. Мен 2004 жылы Бакиев президенттікке түскен уақыттарда Европаның бақылаушыларының миссиясын басқарып бардым сол жерге. Біздің бақылаушылар өте жақсы, өте сауатты, басқалардай емес. Біз қуанамыз, мақтанамыз оған. Сондықтан неше түрлі бақылауды көрдік. Ең менің көрген бақылауым енді сәл не дейді бір әңгіме себебінде. Бұл Грузияда 2003 жылы Саакашвили мен Шеварднадзенің кезіндегі бақылауға бардық. ОБСЕ-нің атынан. Мені Кахетияға жіберді, сөйтсек, Грузияда 300 мың азербайжандар тұрады екен, баяғыдан қалып қойған. Мен енді олардың жағдайын қайдан білем. Қарачүп деген жер, сол жерде мектептің ішінде бақылаушы болып отырмыз. Қасымда менің аудармашы бар. Грузиндердің бәрі орыс тілін білмейді 2003 жылы. Қазір 80% грузиндер орыс тілін білмейді, тек қана ағылшын, грузин тілдері. Менде аудармашы жіберді. Сонымен ана жердегі болып жатқанның мен өзім көріп шошып отырмын, бірақ адамдардың бәрін санап отырмын. Сіздерге де айтатым, адамдарды санап отырыңыздар, қанша адам келген. Санап отырмын, ішінде төбелес болды, анау болды, мынау болды. Мен түсініп отырмын, бірдемеге келе жатыр да, интуиция, бірдеме білінетін байқап отырмын. Сосын мен де жағымпаздана бастадым жаңағы. Әзербайжандарға бәріміз түріктің баласымыз ғой деп.
тура сағат 6:30-да 40-50 адам сайлау учаскесіне шабуыл жасап басып алды. Сайлау комиссиясы, бақылаушылар терезені сындырып қашты, секіріп. Мен қашқан жоқпын, отырдым. Сосын келіп басып алғаннан кейін бар, мен айттым, мен бақылаушымын ОБС-де, мен отырам дедім, сендердің бәрің аяқтарың, мен протоколды алмай кетпеймін дедім. Аға отыра беріңіз деді. Ораза күні еді бір жақсы жері. Ішкен ешкім жоқ. Сонымен жаңа 40 шақты жігіт басып алды да бюллетенді толтырып жәшікке лақтыра бастады кәдімгідей. Мен отырмын қарап. Сағат 12-ге дейін ол 6:30-да басып алды. Сол уақытта 107 адам ғана дауыс берген. Мен әлі есімде қалды. Сосын сағат 11-де жаңа жәшікті көтерді де әкімшілікке кетті. Мен бірге жүрмін еріп. Бардық. Әкімшілікте тағы 2 учаскенің адамдар кетті жаңағыдай жәшікті. 3 учаске жаңағы Қарашүпте. Сосын барып жаңағылар тағы да жаңағы салатындарын салып жатыр, жазып жатыр. Сосын барып мен жаңағы әкімді тауып алдым да айттым, маған протокол бер, мен кетейін. Сөйтіп маған тоқтай тұрыңыз деді. Сосын жарты сағат дейін протокол әкеп берді. Жаңа протоколды алдым да тек астына қарадым. Қанша адам дауыс берді дегенге. Мен білем ғой 107 адам дауыс бергенін. Қарасам 3000 адамдай дауыс берді бәрі. Шамасы енді. Сосын менің де қаным қайнап кетті де жаңа әкімге айттым. Сені кім сатып алды дедім. Саакашвили сатып алды ма, жоқ Шеварднадзе сатып алды ма? Сонда жаңағы адамның айтқаны. Сіз деді, дұрыстап қараңызшы деді. Біз мына жерде дейді бөтен елдеміз дейді. 91 жылы Гамсахурдияның кезінде біздің үйімізді өртеп кетіңдер деген. Ертең дейді, сайлау біткеннен кейін, егер Шеварднадзе жеңсе дейді, ал біздің ақмақтар Саакашвилиге көбісі дауыс берсе, бізде күн жоқ деді. Бізді өлтіреді деді олар. Ал егер біз Шеварднадзеға көп дауыс беріп, Саакашвили жеңсе, онда бізді ана жақ өлтіреді. Маған дейді, сайлаудың түкке қажеті жоқ, маған осы жерде өмір сүруім керек аға деді. Енді қараңыз дұрыстап деді. Қарасам 48-де 52. Енді тең ғой 50-50. Ешкім жаңағы бізді, не дейді жаңағы, кек ала алмайды, біреуге жағымпазды. Міне мына жерде біз 0-міз, 50-50 жасаған екен. Сонда мен түсіндім де бөтен елдегі ұлттың жағдайын. Сосын жаңағы әкімге айттым да, түсіндім дедім аға. Мен мынаны апарып берем, сайлау дұрыс өтті деймін дедім. Ондайды да көрдік. Брондалған автомобильмен жүрдік. Танкінің үстінде жүріп Шешняда бақыладық. Ұстап танкінің шетінен. Әр жерде талай жолдастарымыз өлді. Азербайжанда мысалы өлтіріп кетті. Ол бақылау оңай емес. Әсіресе өте бір отты жер. Мысалы Тәжікстандағы бақылауда онда голубой береті тұр. Қазиқалам мен демократтар бір жақ, Сандғақтың Народный фронты бір жақ соғысып жатқан кез. Соғыс біткен кез енді голубой береті. Сол уақытта бізді брондалған автомобильмен жүрдік. Асынып алған йоки-токиіміз бар. Жарты сағат сайын қай жерде екенімізді айтамыз. 1 сағат сайын олар қай жерде екенімізді сұрап отырады. Сөйтіп жүріп бақыладық. Жаңағы Хасан ата ғой деп жүргеніміз жаңағы Тәжіктің. Сондықтан әртүрлі жағдайлар болды. Мен бірақ жаңағы айтып отқан сеніп отырғаным, біз сонда 2,5 мың бақылаушының өзімен жаңағы биліктің неше түрлі жаңағы қитұрқыларын, сайлау комиссияларының жаба білдік та. Ал қазір менің естуімше, қазір Ермұрат Бапи басқаратын ОСДП сайлауға бойкот жариялады, бірақ бүкіл мүшелерінің бәріне бақылаушы жіберейін деп отырғандар. Өте көп бақылаушы жібереміз деп Ермұрат осымен кетерде айтты. Сосын бақылаушылардың өздері қазір менің ойымша осы сайлауда көп болатын сияқты, сауатты болатын сияқты, және ең күштісі бізде телефон бар. Мен соған да сеніп отырмын. Сол телефондарыңызды қолдана біліңіздер жақсылап. Бірақ тағы да қайталап айтамын, тырнақ астынан кір іздеудің қажеті жоқ. Нақты мәселемен, деректерменен ғана, дәлелді ғана нәрсеменен жаңағы акт жасап, сонменен шықпасаңыздар, құр әшейін жаңағы мен көріп қалып едім, бүйткен сияқты, қолын ана жағын алып бара жатыр деген нәрселердің бәрін қажеті жоқ. Мен ана актілерді кейде оқимын ғой, облыстан түскен. Кейде бір акт есіме түсіп кетті, күліп өліп қалдым. Біреу жазыпты. Жасырын дауыс беру кабинасына бір әйел кіріп кетті. Оның артынан сайлау комиссиясының төрағасы Иванов Тимофеевич кіріп кетті, не істегенін білмейміз деп акт жазды. Акт жазыпты біреу. Мен кей кезде сол актілерден бір жақсы әңгіме жазғым келді, өйткені ана актілерді оқыған уақытта енді қарапайым адамдардың жазғаны ғой енді. Күліп өлесің енді ана актілерді. Экзит пол.
Енді мен әшейін экзит полдың екенін айтып кетейін. Экзит пол негізінен Американың журналистері шығарған бұл мәселені. Бұлар сайлау болып жатқан уақыттарда сайлау бітпей жатып, қанша адамға көбірек дауыс беріп жатқанын анықтау үшін есіктің алдында тұрып сұрайтын адамдар. Біздің Қазақстанда ол рұқсат етілген. Бірақ экзит пол жүргізетін ұйым 5 жылдық тәжірибесі болу керек. Ондай ұйым Қазақстанда біреу екеу бар ма жоқ па білмеймін. Асип қана бар, Бектұрғанованың бізбен бірге жұмыс істеген, олар басқа білмеймін. Экзит полдың негізінен 2 түрі бар. Біріншісі тек қана жаңа шыққан адамнан қай кандидатқа дауыс бергенін сұрайды. Адам айта ма айтпай ма өзі біледі. Айтпауына да болады. Сөйтті ма? Айтатындар айтады. Екіншісі жаңағы шыққан адамның әйел адам ба, ер адам ба, жас па, кәрі ма екенінің бәрін есептеп тұрады. Бұлар енді сәл-пәл ғылыми. Ертең айтады, мысалы, Тоқаевқа әйелдер көбірек дауыс беріпті деген сияқты экзит пол жүргізген уақыттарда. Сондықтан экзит пол бізде рұқсат етіледі. Екінші, бақылаудың 2 түрі бар. Біздер оны ДСН дейміз, КСН дейміз. ДСН дегеніміз долгосрочный наблюдение. Ұзақ мерзімді бақылау дейді. Бұл жағы мен айтпақшы, емтиханнан бастап бақылауға кіріседі. Мысалы, ОБС-ның адамдары қазір келеді, келген шығар. Сіздерге 2 адам келу керек. Өзі баяғыдағы не бойынша әр облысқа 2 адамнан келеді. Бұлар 1 ай бойы кандидаттарды тіркеу қалай жүрді, әділ ма? Кандидаттарға газеттен бәріне бірдей орын берілді ма? Кандидаттардың жаңағы билбордтарын бәріне бірдей қойып жатыр ма, жоқ әлде өздеріне керектісін орталыққа, басқасы шетіне қойып жатыр ма? Кандидаттарға кездесуге рұқсат бере ма? Осылардың бәрін бақылап жүреді, кандидаттармен сөйлеседі, журналистермен сөйлеседі, бақылаушылармен жүргізеді. Оны ұзақ мерзімді бақылаушы дейді. Негізінен алғашқы жаңағы мүмкіншілік бәріне бірдей беріледі. Бұл телевидениеға шығу бәріне бірдей беріледі. Газеттердегі, белгілі бір газеттердегі орын бәріне бірдей беріледі. Ертең мысалы Қосанов үкіметке қарсы айтып жүрсе, ол егеменді Қазақстанға оныкі міндетті түрде шығады. Мәтіннің бәрі бірдей. Тоқаевтікі қандай көлем, оныкі сондай көлеммен шығады. Бірақ егер сенің өзіңнің жеке сайлау қорың болады, бізде 50 миллионнан аспау керек па? Сондай заң бар, 56 миллион ба? Ол қорға келіп түскен ақшаны сен қосымша үгіт материалдарын шығаруға, жалауша шығаруға, значок шығаруға, кездесу кезінде оған пайдалануыңызға болады. Бірақ сатып алатындай нәрсе болмау керек. Бірдеме таратпау керек. Рюкзактар таратып балдардың ата-аналарына бұл сатып алуға болады. Ал жаңағыдай атрибутикасы бар мәселелерді беруге болады. Ол өзіңнің ақшаңнан шығады. Егер сенің ақшаң көп болса, сенің өзіңнің атың жазылған шариктер, атың жазылған жалауларды бүкіл Атырауға таратасың. Ал екінші адамның ақшасы ол тарата алмайды. Иә, ақшасы бар адам алда. Жалпы біздің сайлаудың заңын әлі дұрыстау керек. Көп жерін дұрыстау керек шындығында. Біз жаңағы жерде дұрыстағанда менің ең қызығы енді бұлда лоббирование дегеннің мен өзім көргенім. Біз жаңағы бақылаушылардың бәрін дұрыстадық қой, заңын өткіздік. Зағипамен айқайласып отырып. Сөйтіп жұмысшы тобы тарады, 3 күн қалды мәжілісте қаралаға. Сөйтсек біз бірдемен ұмытып кетіппіз. Ол қазір бар, оны кіргіздік, бірақ қалай кіргізгенімді айтайын өтінем. Баяғыда барлық хаттамаларға цифрмен жазылатын тұғын. Әлі есімде Жамбылда бір үміткер 100 дауыс алған, алдына 1 дегенді қоя салған. 1100. Соны біз білгеннен кейін жаңағы ұмытып кеткен жеріміз цифрдың қасына жазбаша жазу керек дегенді кіргізгіміз келді біздің. Ал оны ұмытып кеткенбіз, сол жақта жүріп, адам миына шығып кетеді. 3 күн қалған уақыттарда мен самолетке отырдым да, Астанаға бардым, таңғы сағат 9-да парламентке кіріп, Жекен деген депутат ағамыз бар, соған кабинетіне кірдім. Шошып кетті, ол не болып қалды осы екен. Мен айтам, мынаны ұмытып кетіппіз. Осы 3 күннен кейін сіздерде қаралады. Сол уақытта өзгеріс енгізуге болады депутаттар орындарынан тұрып. Соны сіздер айтыңыздаршы. Білмеймін, енді біздің депутаттарда қорқақтау. Ай, мына жігіттерді шақырып алайық, мүмкін солар айтар, анау, мынау деп. Сонымен жақсы. Сонымен 2-3 депутат шақырып алдық. Бұл уақытта енді көбісін танимын мен. Сосын отырдық, анау ағамыз 2 өткі арақты ортаға қойды. Сонымен жақсылап тұрып, ішіп алып, аналарды сәл-пәл батыр қылдық та, сонымен соларға жаңа мәселені айттық. Қысқасы әйтеуір біреу айтатын болды, екеуі қоштайтын болды. Сонымен жаңағыны кірді, қазіргі кездерде ол бар, жазбаша болу керек деген сандардың. Цифрдың қасында жақшаның ішіне жазбаша жазылу керек деген. Мен алқаш болып кете жаздым, бірақ 15 бапты кіргіздім. Мен сонда ғана түсіндім да, лоббирование деген не екенін. Өйткені анау жұмысшы тобында отырған уақыттарда күнде кешке жақын 1-2 адамды шақырасың, айтасың. Анау мен ертең мынаны ұсынамын. Үйден дауыс беретін уақытта бақылаушының ішінде отыру керек. Түсіндірем. Ертең мен көтерген уақытта соны басқалар қолдау керек та. Лоббизмнің бір түрі. Латвияда кез келген адам кез келген участоктен дауыс бере алады. Олардың паспортының артында белгі соғатын жер бар.
сол жерге белгісі oldu ма, саған бюллетень бермейді. Иә, бермейді. Штрих-код сенде бар, мысалы менде жоқ. Мен сол уақытта қырсығып, жаңағы неге электронный голосованияға штрих-код салған жоқпын. Көп адамдар салған жоқпыз біз штрих-кодты. Біз білдік, бәрі электронный голосование алып тастайды. Электронный голосование жаңағы айыз сайлау дейді ғой. Соны кіргізген уақыттарда үлкен айқай болды. Біздер айқай көтердік. Жоқ, алғаш тіркеу дегенде не айтқанда, дүние жүзінде электронный дауыс беру дегенде басқаша түсінеді. Өзі бара алмайтын адамдар компьютер арқылы дауыс береді көптеген елдерде. Солай деп түсінеді. Бізде бүкіл адамдарға мына жерде бумажный голосование тұр. Қасына электронный голосование қойған. Сосын дүние жүзінің адамдары айтты, жаңа Европаның парламент. Дәлелдеңдер деді. Сонымен 2004 жыл ма, 2003 жыл ма біздің орталық сайлау комиссиясының хатшысы Владимир Карлович Фос тағы 2-3 адамменен Венаға барды, обысыға. Яғни үлкен залына. Сөйтті де жарты сағат бойы дәлелдеді. Жаңағы отырған Канаданың, Германияның, Англияның сайлау комиссиясының басшыларына. Міне бізде тамаша, мөлдір, ашықтықты қамтамасыз ететін осындай нәрсе бар деп түсіндіріп. Жарты сағат. Ол отырғаннан кейін мен орнымнан тұрдым, мен де ұшып бардым. Олармен арт жағынан. Мен жарты сағат бойы оның түкке тұрмайтын дәлелдедім. Осыдан 3 жыл бұрын алып тастаған уақытта сол менің дәлелдерімді айтыпты. Журналистер сұрақ қойған ғой, электронный голосование неге алып тастадыңдар десе, менің баяғы айтқанымды айтып жатыр. Сол тұрған құл. Ол уақытта ол Зағипаның замы тұғын, орталық сайлау комиссиясының. Сондықтан электрониканың өзінің үлкен минустары, плюстары бар. Мысалы, жаңағы айыз сайлауда сен мынау есіктен кіресің ғой, кірген уақытта автоматически сені санайды. Бірақ сен кірдің де ойланасың, ой, дауыс бермей-ақ қойшы, байкот жайлады, шығып кеттің. Бірақ ана жерде қалды. Бір адам өтті деп. Енді былайда, мысалы, осыларымыздың бәрін, мысалы, жаңағы менің айтып жатқан жаңағы қол Құранды ұстап, не конституция деген сияқты, осылардың бәрі сайлаудың жақсы өтуіне деген технологияны өзіміздің ізденуімізді, сайлауды бақылағаннан кейін осының тамаша тағы ойлар түседі. Әртүрлі ойлар. Бірақ ең дұрысы, сайлау комиссиялары бюджеттің қызметкерлерінен болмау керек. Ең басты мәселе бізде. Бюджеттің қызметінен болмау керек. Шетелдерде, мысалы Америкадағы неде, сайлауда, бәрі дерлік зейнеткерлер, студенттер, үкіметтік емес ұйымдар, волонтерлер. Мысалы біз бір учаскеге бардық, 74-тегі кемпір сайлау комиссиясының бастығы, 6 студент. Бәрі біткеннен кейін жаңағы 6 студентке $20 береді. Символический, рахмет, халыққа жұмыс істедіңдер ғой деп. $20 бифштекс те келмейді. Бифштекс $24. Басқа елдерде де сондай. Бізде ғана бюджеттің адамдары отырады. Директор школ, главный врач, сайлау комиссиясының басшысы болып. Олар бағынышты, өкінішке орай. Сондықтан менің ең ойымша осылардың бәрі кетіп, егер мысалы мен үкіметтік емес ұйымдардың альянстың вице-президентімін ғой, мен осы биылдан бастап осыны бір үкіметтің алдына қойғым келеді, себебі гражданский альянс, азаматтық альянстың адамдары қалай осылай комиссия бола алады. Екіншіден мен кімнің Зағипаның көзінше мынаны дәлелдеген бір рет мен қызық ретінде журналистерді жинадым да 7-ші класстың балдарына әкеп қойдым, 7 баланы. Сөйттім де жаңағы 2000 бюллетенді төктім, ал санаңдар. Сайлау комиссиясының басшыларының көзінше. Анау 7 бала санап берді, түкке тұрмайды ғой, бүйтіп қарайды да мынаған қояды, екінші қарайды да мынаған қояды. Санап берді, мен айтым 7 жастың баласы санай алады. Неге сендер жаңағы главврачтарды, заводтың директорлерін, мектептің завучтарын қоясыңдар? Санай алады. Бірақ жолатпайды. Себебі бюджеттің адамдары өкінішке орай бағынышты. Мен ойымша осыны да қысқасы көптеген бір пікірлер осы сайлау біткеннен кейін де мен ойымша ортаға түседі. Егер билікте ниет болатын болса, әрине сайлаудың заңын да жақсарту керек. Керек десеңіздер, мысалы, осы биыл президенттікке кандидат болып түсетіндерге қойылатын шарттардың бәрін халықтың сынына ұшырады. Неге 5 жыл мемлекеттік қызметте болу керек? Онда бірде-бір жаңағы оппозициямен деп жүрген адамдар бара алмайды, егер бұл мемлекеттік қызмет істемесе. Қысқасы мен сол жердегі 4 па 5 па бізде не бар? Ценз бар. Соның бәрін алып тастар едім, мысалы, ашықтан ашық айтайын. Неге 40 жастан асу керек? Неге 33-шінде адам ақымақ па? Жоқ әлде 39-ыңда сен ақымақсың, 40-ыңда сен ақылсың ба? Мен керек десеңіздер ең жоғарғы шегінде айтпасам. 91-дегі Мұхаммед Мұхатхир, Малайзияның 91 жасында қайталап оны премьер-министрлікке ұсынып жатыр оны. Өйткені ол ақылды. Неге ол 15 жыл бойы сол жерде тұру керек? Оседлости, ценз.
Грузияның президенті Американың азаматы, анау әйел жақында президент болған. Латвия, Литвияның алғашқы президенттерінің бәрі Американың азаматтары келді ғой, естеріңізде болса. Керек десеңіздер, мен жоғарғы оқу орнын бітіру керек деген бізде бар десеңіз, оны да алып тастар едім. Польшаның алғашқы президенті Лех Валенса электрик, институт бітірмеген. Қысқасы біздегі ана десеңіздің бәрі бір ойлап табылған бір не сияқты да. Мен сіздерге оның қызығын айтайын. Басқа елдерде де десеңіз бар осындай. Иракта ма, Иранда ма, мен қазір нақты айта алмаймын. Президентке түсетін адамның 10 миллион ақшасы болу керек. Имущественный десеңіз бар. Егер сен кедей болсаң, елді де жарытпайсың. Сен ақша жасау білуің керек. Мүмкін дұрыс шығар, мүмкін дұрыс емес шығар, енді әр елдің өзіне бар ғой. Бірақ ешбір елде 5 жыл мемлекеттік қызметте істеу керек деген жоқ, менің білуімше. Енді бүкіл 200 елдің бәрін қарап шыққан жоқпын, бірақ енді бір 15-20 елде ол жоқ. Өте ыңғайсыз жағдайда мысалы. Сондықтан әрбір сайлау біткеннен кейін осының бәрін жинап, мемлекеттің алдына қою керек. Мүмкін ол үкіметтік емес ұйымдар, мүмкін сіздердің партияларыңыз қоятын шығар. Қойыңыздар, түзейік деңіздер, жалғыз бір адам емес, 5 адам емес, бәріміз бірдей осы талапты қоя білейік. Өйткені ол біздің болашақта әділ сайлау өткізіп, балаларымызға әділ басшылардың келуі ғой, басқа еш нәрсе емес біздің ойлап отырғанымыз. Біз бармаймыз ол жаққа еш уақытта. Қазіргі сайлау жүйесіне шындығында мен сенбеймін да, және сол сайлау жүргізетіндерге. Жоқ, бірақ жаңа мен бекер айтқан жоқпын. Егер біз жаңа 2,5 мың адам 5 жылдың ішінде жаңағыларды састырсақ, электронды сайлаудың тауып алып, анау қылып, мынау қылып, егер бақылаушылар өте көп болатын болса, оларды жаңағы көзін бақтырайтып қойып, ондай өтірікті жасаудан бас тартады. Әуелі бір-екі рет жасайды, бірақ халық ашуланған сайын оны азайтады. Біз мысалы мынандай жағдай болды. Параллельный подсчет голосов деген бар бізде. ППС. Оны былай қылады, параллельный подсчет голосов дегеніміз. Біз оны Алматыда бір рет жасадық, Қазақстанда бір рет жасалды. 4 округта Алматыдағы, әрқайсында 80-90-нан участке бар, соның бәрінің көшірмесін алып келді жігіттер. Біз соны бәрін компьютерге салдық. Сөйттік та бір сағаттың ішінде кімнің екінші турға барғанын білдік, парламентке тоғын. Әлесімде біреуі Сейдахмет Құттық адам, тағы біреуі 47, біреуі 43 па алған 2 адам. Сосын тағы 4-еуінікін де бәрін шығарып қойдық, міне проценті деп. Сөйттік та сағат 9-да біз жарияладық. Ол уақытта пресс-конференция жасаймыз. Сағат 10-да орталық сайлау комиссиясы жариялады. Біздікі мен орталық сайлау комиссиясының арасы жер мен көктей. Бізде келесі турға 2 адам шықса, олар бойынша 51%-бен үкіметтің адам өтіп кетіпті. Бізде барлығы бар, тұр. Түк істей алмадық. Бізде бүкіл учаскенің қолымызда кәдімгі мокрый печаты бар. Түк істей алмадық, шын айту керек. Мен бізбенен бірге серіктес болып жүрген Украинаның тәуелсіз бақылаушыларыменен біз жақсы дос болдық. Олар бізді оқытып жүрді. КВУ дейді, Комитет выборочной Украины. Украина сайлаушыларының комитеті. Соларға мен айттым бір күні. Сендер дәл біз сияқты совет үкіметінде болдыңдар. Сендерде де осындай кілең фальсификация болған. Қалай сендер түзелдіңдер? Өйткені оларда сайлау қазір жақсы. Сонда олардың айтқаны маған. Достетті 98 жылы 14 сайлау комиссиясының төрағасы түрмеге жабылды деді. Содан кейін сайлау күрт әділ болуға көшті деді. 14 адам. Бізде бір адам сотталмақ түгіл, бір адам штрафты өткен жоқ. Оны айта кетейік, біздің заңымызда әкімшілік кодексінде, қылмыстық кодексте бар. Фальсификат жасаған үшін біздегі ең үлкен жаза 4 жылға түрме. Ол да бар. Бірақ бізде осы уақытқа дейін бірде-бір адам, біз мен фальсификация жасадым деп қол қойғызып алған адамның өзіне түк жасаған жоқ, ол тек қана төрағалықтан кетті, жақсы болды ол. Ақшасын алды, қыдырып кетті қайта. Рахат болды. Өкінішке орай осындай жағдай. Бірақ менің ойымша қазіргі кездерде біріншіден біз жаңа келген адамға сенуіміз керек та енді. Бұл жүйе өзгере ма деген адам неміз бар. Екіншіден қазіргі кездердегі адамдардың не дейміз? Бір осыны өзгертсек екен деген бірдемесі бар жастардың әсіресе. Олардың бәріне мынау сайлау өткен сайын, егер билік халықтың сенімінен көп кетіп қалатын болса, аяқ жағы жақсылыққа апармайтыны олар да түсініп отыр. Сондықтан мен ойымша олар да ақымақ емес қой, олар да ойланады. Жасайтынын мен өзім ойлап отырмын, кейбір нәрсе жасайды. Бірақ дәл мынандай қылып өткізетін болсаңыздар, ешнәрсе істей алмайды. Көп жерде. Бір жерде жақсы өтеді, бір жерде, кей жерде бақылаушылар ұйықтап отырады. Оны бір бастықтар жіберген бау, анау оған бау, мынау оған бау. Әйтеуір бару керек қой деп. Жоқ, бақылаушы болып бардың ба, сен бір күніңді бер, онда тұрған дәнеңе жоқ. Мен мысалы талай рет бақылаушы болдым, бір рет дәретханаға барған жоқ, мен мақтанғаным емес. Түкке де таңертең барам да сол түнгі сағат 10-ға дейін отырамын, қарап, тамақ та ішпеймін, еш ішпеймін, қайта ораза жақсы. Бір жағы мен бақылаушы болайын десем, бізде тізім толық деп айтады дейді.
Мен мысалы бүгін штабқа кіріп шықтым, Әміржан Қосановтың. Олар бақылаушы жетпей отыр. Мен таңғаламын, қалай олар іздеген? Барып штабқа барбайды, егер сен бақылаушы болғың келсе, кез келген штаб, Әміржандікі не ма, Тоқаевтың не барбайды. Мен бақылаушы болғым келеді. Бақылаушы еш уақыт артық болмайды. Бірақ заң бойынша бір учаскеде бір ұйымнан бір ғана бақылаушы отырады. Түсінікті ме? Сосын мен әзілдеп айттым, иә, біреулер ұсыныпты жаңағы Досекең де президенттікке болса екен деп. Жаңағы кейде журналистерге мен мынандай әзіл айтамын. Мен соны ұсынғаннан кейін ойладым да, бірінші қойған сұрағым, егер сіздерге бір жұмыс берсе, не сұрайсыздар, айтыңыздаршы, бірінші сұрайтындарыңыз. Айлығы қанша? Мен айттым, мен айлығы қанша екенін білгім келді, президенттің айлығы. Мүмкін менің жаңағы семьямды асырауға жетпей қала ма деп, соны білмегеннен кейін мен түскен жоқпын дедім. Әзіл шығар, бірақ шындығында да. Қысқасы, әр адамдар, біреулер мүмкін барғысы келетін шығар, мен өзім осы ағартушылық жұмысым өзіме толық жетеді. Рахмет, жігіттер. Жақсы жұмыс жасаңдар.